интеллигентный ақыл жобасында адамдар өз проблемасын айтады, ал біз оны талқылап, шешімін іздеп көреміз. Başınıza selam, Keşan Hastan'a қалайсыздар? Қош келдіңіздер. Бұл интеллигентный ақыл жобасы Астана қаласындағы арнайы кешіміз. Көргенімізге өте қуаныштымыз. Қалайсыздар Астана? Кешараға ассалаумағалейкум. Әрқайсымыз бір амандап шықтық. Астана, қалайсыңдар? Біз жалғыз келген жоқпыз. Данияр ұлдарыңызбен. Жайлап ән мен әнші болып баратқаншы. Все, бізде балкон бар, балкон, көңілге қалай, жақсы ма? Осындай 6000 теңгенің настроениесі күшті болады бізге. Сол вайп керек бізге ше. Все, көргенімізге қуаныштымыз. Астана, қош келдіңіздер. Бізде бүгін түсірілім. YouTube түсірілім да. Бүгін еще бізде мереке, алғыс айту күні. Кстати, алғыс айту күні. Мерекелеріңізбен. Көктемнің алғашқы күні құтты болсын Астана. Бұяқта көктем жоқ шығар әлі пока. Бүгін қыстың 29 ғой, короче, февраль. Есептелмейді бұяқта әлі. Астанадағы көктем анандай, кеше мысалы минус 26 болды ғой, бүгін минус 15 көктем. Сол мереке. Мен соның құрметіне гамашсыз шықтым. Сен бұл кісі қоштаса берсе болады денсаулығын. Енді Нұреке негізі андай суыққа төзімді адам ғой, жалпы. Мен ондайым бар. Ондай бар ма? Өйткені Нұреке андай арамыздағы ең қартайғысы келмейтін адамдардың бірі ғой. Суық суға түседі бұл кісі, 3 жыл болды. Суық суға түсетіндер бар ма мұнда? Если что, бұл Астана ғой, гала, бұлар бәрі суық суға түседі. Өзінің еркіне қарсы болса да. Бұлар жалпы көшеге шықса болды, суық су. Бір орыс мужик жүгіріп жүр ғой көшеде, білесіңдер ма? Сен не контент көресің, гала? Голый дедің ба? Жалаңаш бір орыс мужик жүгіріп барады. Экзотикалық видео екен, жүгіріп бара жатыр маған қарай, Астанада. Ондай бар ма? Бар ғой? Бар, бір-екі рет көргенім бар. Қай сайтта деп? Нұрекемен біз қанша 3 жыл ба бірге тұрамыз ғой. И таңертең салқын душқа түседі. Басында мен білмейтінмін ол. Өйткені душтан андай звук шығады. И қуанып кетемін мен бар. Кішкене үйде босатайын ғой, ят болмасын деп. Сөйтсем душқа түсіріп. Нұреке душқа кіреді андай деп. Сосын барып душтың звук шықса. Оған да көндім. Ол да болады. Главный өз бақытын тапса болды. Өмірден ләззат алуды дұрыс түсінсе. Шынымен де Нұреке арамызда андай бүкіл мысалы нешінші қала, 10-шы қалаға біз Қазақстанды аралап келдік, Аллаға шүкір деп. Аллаға шүкір, билеттер 12 мың. Нұреке кроссовкамен айналып шықты ғой бүкіл Қазақстанды. Иә. Андай білмеймін денсаулығына қаншалықты әсер еткенін, но тоңған жоқпын дейді ғой. Тоңған жоқпын. Уже сезбейтіндей болғам. Тоңған жоқ, бір аяқ істемейді. Бұл кісіге жай суыққа үйрену керек қой же. Данчода Алматыда алматинист болып шыққан ғой бір. Салқын су, содан кейін салқын жер. Нұрмаханды жайлап үйрете береміз. Жайлап үйрете береміз. Жоқ, ол ата тисе бермейді ше. Жоқ, ол шынымен пайдалы ол. Мұзай суға түсу бар ғой. Пайдалы? Нервына салқын деген. Ол пайдалы, маған эмоция сыйлайды. Қандай? Ол суық бір жерден шығу керек еді ғой. Қыз жағын көрді, болмады. Ол жақтан үміт жоқ, нәпсіз айтты, мен кете берейін ба деді. Кстати, ойбай ескерту кетті, кішкене ереже жайлы айтып кетіңдер. Біз интеллигентный ақыл жобасын ютубтан көретіндер шапалақ ұрсыншы. Басқа қаяқтан көретін. Жоқ, ұлттық арнадан беріп жатыр мендер. Қайырлы таң, Қазақстаннан кейін әрі қарай біздің бағдарламамыз жалғастырады, интеллигентный ақыл жобасы. Әрі қарай бізде сайқымаздақтар. Өзінің қонақ кәдесімен біздің бізден. Енді басқа қақтан көрді. Жоқ, жалғасы бар ғой бұның. Бірінші рет көріп отырғандар келсе, адасып. Біз танымайтындар.
Жанатбек пен Сержан қашан шығады десем. Сөйтсе ән мен әншіні күтіп отырса бағана. Біз бірінші рет келіп отырғандар негіз бізден травма алып кетеді да, сондықтан ескертіп кетеміз. Бізде ережесіз, шектен шығатын әңгімелер айтылады. Айтылып қалуы мүмкін, айтылады демей ақ қой. Соңғы Мүмкін кездері дегенде де алып тастай сал. соңғы кездері қиын болып жүреді. жалпы. Соңғы кездері ережеге қарсы жүзіп жүрген азаматтар бар арамызда. Хайттан құдай сақтасын. Саған ең бастысы көз тимесін. Ең сүйікті транспортым поезд. Бір Осыдан 3 ай бұрын келдік Астанаға. 3 айдан кейін араға 3 ай салып, тағы концертке ақша құнығып келіп отырмыз. Оны билет сатып, оны несін жасырасың? жоқ, Нұрмаханды мақсатымыз Нұрмаханды үйлендіру. Иә, кстати, осы сіздердің қайырымдылық өткізген ақшаларыңыздан Нұрмаханға. Оны неге маған айтпадыңдар? Сюрприз ғой бүгін. Сен сөйтіп үйлендіріп жібермесек, сенде қиындау ол. Он қала бойы кедергі жасап келдіңдер ғой. 70 жылға жалдап берейін деп едік қой. Әр қалада Нұрекеңе міндетті түрде 1-2 қыз сыйлық береді. Бүгін де менде Кстати, бүгін сыйлық берген қыз. Иә, әр қалада сыйлық береді. Алдында біреу жастық берген айттың ба? Обидносын айтайын ба? Данчо екеумізге емес, қыздарымызға сыйлық береді. Андай. Мынау Аружанға, мынау Айсәнімге дейді. Осы гостиницада ойнап отырамыз. Ашып тастадық біз. Чемодан бар ғой, толған кішкентай болған ойыншықтары бар. Замок бар, 2 мягкий игрушка бар. Нұрекеңе андай. Екеуін ұстап болса минуттар кішкене. Басқаша сынып қалатын жері. Ішінде жонсыз бөлме жоқ болса болды ғой. келесіде ескересіңдер, иә? Жоқ. Және мысалы дәл концерттің алдында бізге көрерменіміз сыйлық берді. Иә, тоже Сыйлығын алып шығамын деп шештің. Иә. Андай әркімді зерттеп сыйлық жасапты да, мысалы Галаның көзілдірікке қызығатын біліп, Гамаж деп шутка етейін деп. Гамажым шешіп жатырмын. жоқ, көзілдірік, күшті көзілдірік сыйлады. Иә, біздің Маруа дейтін көрерменіміз, тұрақты көрерменіміз. Маруа тұрақты көрерменіміз, иә. Иә. Даниярға міне басындағы кепкісін сыйлатты міне. Сразу сахнаға алып шықты. Концертке жалаңаш келдік негізі. На киімді берген деп басамен шамалдан кейін. Бұл үш киім Calvin Klein. Неге сіздер Мына ойлап жақта бір TikTok'та хит болған адрес бар еді ғой. Астана бірдеңке база. Қалай еді? Не контент көресің сен қалай, о? Ана Юго-Восток, жалаңаш мужик, бутик, номер. Қалай еді? Мен өзім келіп отырмын. Юго-Восток, Бөлекбаев 19. астынан шығарсам, өзім алып келіп отырмын. Так, Нұреке сізге не сыйлады? Кофеварка. Кофеварка. Кофеварка, не үшін шығын боласың, қарындас? Жоқ, шығын болғанда ше, бізге шығын болмаған ғой. Именно футболка, кепка, мына қартқа көкөмі. Кофеварка. Ата үйден шықпашы деген ғой. Маған футболка сыйлады, мен қатты зерттемеген сияқты. Просто футболка. Найк деген жазу бар. Қалжындаймын, алдында кесесі бар екен, шайыңмеге отсылка деп түсіндім. Абыройың төгіліп қалмасын. Жазуы бар, күйіп кетпе деп жазып тұр екен. Күйіп кетті. Соңғы жаңалықтарға байланысты. Артында көп күлме деп тұрса. Күлетін әзіліңді зерттеп ал. Алдына вагонды қойып сызып тастау керек X-пен. Одан кейін Даниярдың қызына және мен қызыма бөлек-бөлек тоже кішкентай сыйлық беріп, мысалы билетті 12 мың қалып отыр. Сыйлыққа бір қанша бір нормальный кетті анау. Кофеварка қанша тұрады? Кофеварка қанша тұрады? Білмем, қанша тұрады? 25. 25 Все, саған 2 билет. 1000 теңге наличкамен беремін. Сен билет беру керексің ба? Өміріңе. Мен бір ғана биді білем. Қандай? Ай, сволочь. Ал енді сыйлық берсең. Оразада кісенделет деуші еді. Жоқ, бұныкін айтқан ғой, именно осыған кісендемей ақ қойықшы деген жер, короче. Осыға. Пайдаланатын болса осыға дейін 40-қа дейін қақтап жүр да. Босатып қояйық, не істейді екен деп. Айтпақшы, мен келесі жылы 40-қа толам. Хейт аралас восхищение ғой. Жоқ, ана түсініксіз күй ма? Не деген құбыршық қой. Жоқ, не мақсатпен сұрадың? Сұраған жоқпын ғой. Мен 40-тамын. Типа түрі 25 болып, мен 40-тамын десе, Иә, сенбейді да қақ. қалай дейді да? Қалай? Ал түрім қаншаға келеді ал? Жас көрінеді негізі, иә? 35, 4 жас скидка берді сізге. Жақсы ғой. Оған жеткен де бар, жетпеген де бар. Жақсы негізі, Нұреке жас көрінесіз.
жас көрінесіз. Егер көзің көрмесе, андай жақындап көрмесе, өте жас көрінесіз ғой сахнадан сіз. Все, болды. Енді ренжітпеңдер. Атам Жоқ, мен жас көрінесіз деген ішіме сенемін. Главный өзің сенсең болды ғой, не істейсің оны? Біреуді үгіттеме деп ойлаймын өз басым. Өзің сен, ана біздің 90-ға келген атам да қайтыс болып бара жатқан кезде айтып еді, короче, в душе жаспыз ғой деп. Сондай, короче. Я мен в душе тоже же. Нұрекең жаңағы айтайын деген өткен концертте, Астанадағы концертке бір көрермен Нұрекеңе ең оригинальный сыйлық берді ғой. Сол көремен ғой жаңа қыз ғой. Сол көрем. Сіз Маруан өзі берді ғой. Қандай сіз өзіңізге нормально бір әнші тауып алсаңызшы. Жоқ, нормально. Садреденге ма біреуге берсең подарок. Қазыбек бос. Қазыбек. Бала қазір мысалы бос жүр өзі. Или сіздікі қайырымдылық шығар. Әлшер Қонысбаев дауыс берді. Хотя бы. Жоқ, сол кезде маған ортопедический жастық. Атопедический. Ата пердический жастық. Атопердический. Ата ұнамаса пердический жақсы екен. Ортопедический жастық. Атопедический. Қолданасы бол жастықты? Иә. Жастық өтіп кетті деп берген шығар. Бірақ кофе варгадан кейін ол жастыққа. Ұйықтай алмайсың ғой. Иә. Бір ұйықтап аласың кофе ішесің. Үнемі ояу жүру керек маған. Маған ұйықтап қалуға болмайды. Конечно, братан, не болуы мүмкін? Ойлашы, қорқыныш сен ұйықтап кетсең, братан, біз дауысын тыңдап отырамыз. Басынан біз купеге мінеміз, Нұрмахан тыңдап отырамыз. Ата демалып жатыр. Түннен қорқам деп отыр, мәңгілік. Алдында бойдағы жүру дейтін тема басталып кетті да, и вагонда онша емес әңгімелер 2-ден кейін басталады ғой өзі, түнгі сағат 2-ден кейін онша емес әңгіме. Купеде төртеуміз бірге жатырмыз. Бір купеде төртеуміз. Астыда кім жатты? Астыда Данчо мен атама қарап отырмын, дәрілерін нелерін дайындап. Астыда Нұреке мен Данчо жаттан, Гала сізде жатырмыз. Біз пойызға отырған кезде болады, таңертең отырып алсаң, күндіз ұйықтап тастайсың да түнде ұйықтай алмай жатасың ғой потолыққа қарап. Тура сонда әңгіме болып отыр. И бірақта Гала жатты да андай отношение туралы сұрақ қойып бастайды ғой, отбасылық өмір туралы. Данчо екеуміз айтады, сенде тәжірибе бар ғой, енді үйленген кезде былай бола ма, негізі деп бір сұрақ қойып еді. Данчо екеуміз аузымызды ашып үлгерген жоқпыз. Өте қиын сұрақ қойдым ғой. Нұрмахан тұрды, ол негізі былай ғой деді ғой. Үйленген кезде сен жарды өзге таңдайсың деп бастады ғой, короче. Екеуміз басымыз шықты ғой. Ата жатсашы. Жоқ, негізі. Ата жатшаш болдыңдар жүр. Семьяда абыройы жоқ ата. Жатшаш болдыңдар жүр. Тренерлер ойнамайды ғой просто. Нұрмахан коуч деген мен болам. Нұреке прикинь, бойынша жарты сағаттық монолог айтады ғой, отбасылық өмір қандай болу керек екен. Данчо екеуміз біз екеуміз бүйтіп жазып отырмыз. Мына семьяда қолданып келу керек. Да, сосын айтамын ғой, Нұреке осындай біліммен қалай үйленбей жүрсіз деп. Шынымен де жалғыздық шаршатпай ма сізді? Түнде шаршатпай ма? Жұмыстарым көп түнде. Кітап оқыдың ал. Жоқ, мен бүгін жалғыз болған жоқпын ғой. Мен жалпы үнемі жалғыз жүремін. Кеше де? Иә, мен үйде жалғыз ұлымын. Ең кенжесімін. Мен даже футбол жалғыз өзім ойнағам. Дворда ма? Үйде. Сіз негізі білесіз ба, өмірде дос дейтін нәрсе бар ғой. Олар просто, видишь, олар менің елесіме, фантазияма келмейді да. Мен мысалы үшін үйде бәрі таңертең жұмысқа кетіп қалады, сабаққа кетіп қалады, мен қаламын ғой. Мен бүйтіп елестетемін. Так, мына жерде бір ворота тұрады, мына жерде бір ворота тұрады. И мен өзім футбол ойнаймын. Кішкентай кезден бастап алжып бастағансыз ба сонда? Болашаққа дайындалған кішкентайынан бастап. 40-та жалғыз қалсам, прикинь. Футбол ойнап алайын. Футбол ойнауым керек мен деп. И ол жерде мен жалғыз емеспін. Жанымда Зидан жүр, Роналдо жүр. Бәріміз бірге футбол ойнаймыз. Осы адаммен жүрміз ғой прикинь. Рахат, мен бомбардирмін мына жерде. Голдың бәрін мен салам. Сен әйелді елестетіп жүрген жоқсың. Жан. Әр жерден сүйе бергің келеді жан. Сен душтағы дыбыстар қайдан шығып жатыр деп ойлайсың. Бірге түсесің ба? Бір күні душтан шығып, ұлды болдым қала десе. Сен жалғыз футбол ойнап жатсың, счет неше болады, неше болып жатыр ма, не болып жатыр? Бір 5-6 болып, кәдімгі әдемі. Тартысты ойын болып жатыр ма? Тартысты ойын. Өз-өзіне ставка қойып қаталық қандай жүр. Негізі победа мына жақ деген да, соңында гол қалмаған прикладняға деген бір өзі.
төртеуміз де Астана алдында да айттық қой концертте, біз төртеуміз де Астанада тұрғанбыз, жұмыс істегенбіз, и төртеуміз де Астанадан өліп ұтылған адамдармыз негізі. Вообще бағындырмай кеттік да. Астанаға қойған ставкамыз шықпай қалды. Иә. Мен анау Астанада примерно не жақта тұрамын ғой, Талдықорған жақта тұрамын ғой. Астанада Қосшығұлұлы дейтін жақ бар ғой. Мен өз опытымнан айтайын, жергілікті бір қаланы жамандамай қойшы, пожалуйста. Жаңа Қосшы жақтарды өтініш. Жоқ, ол көшені айтып жатыр. Қосшығұлұлы дейтін. Ол район емес па? Жоқ. Вообще айтып жатқан ғой, если что байқап сөйлеңдерші, пожалуйста. Тараз күшті болып кетті, Галажан. Сондай сыбыстар келіп жатыр бізге. Түсінбей отқандарға айтайық. Тараздықтар бар ма мұнда? Тараздықтар бар ма? Сіздерді единственный шанс шыққанайын ұруға Галаны. Сіздер Таразға кіре аласыздар, Гала жоқ. Меркеден бұрылып кетіп жатыр ғой. Иә, кешірім сұраймын. Сол жаңалықтан хабардарсыздар ма жалпы? Естімедіңіздер ма? Гала туралы естімеген шығар көбі, прям танымал Ондай емеспін ғой. Ондай сторисің 500 адам бар еді, ше? Аргетси. Еще WhatsApp-пен қосқанда. В общем, Тараз осыдан сен әңгімеңе ораламыз Қосшығұлына. Мен жаңа квартираның хозяйкасы күтіп тұр болды. Не істедіңдер деп жатыр, мен Таразға кетіп қалған кезде сен квартираны көрсетемін деп отқан жоқпын саған. Давай сенікін бітіріп тастайық сосын. Иә. Менікін өзім бітіремін ғой оны. Қосшығұлында не болды? Иә, Қосшығұлында жаңағы неде квартира снимать еткем, маған 2 бөлме деген ғой. Сосын сен кіммен тұрдың? Аяулы жарым қосылған, сүйіп қосылған жарым. Әйеліңмен. Осылай сөйлеу керек қазір. Білет қалай сөйлеу керек екен. Опыт. Үйде басқаша сөйлейме, Данияр. Сонымен бір бөлме ғой, сосын айтам, апам мынау дейтін, бір бөлме ғой деп ше. 2 бөлмесін істегенде тұра тұр деді да жапқыш алып шықты ғой былай. Бөлме штормен жаула ма? Естілмейді, ар жақ сөйлеші деді ғой. Апан өзі естімей ма просто? Анекдоттарды айтты ма? Стена деп ойлады. Стена. А ойлашы, өзі бұзылып тұрған стена деді. Сондай қылып жауып тастаған кезде білейін сол кезде түсінген мен. Содан кейін әйеліміз екеуміз тұрдық та, енді бір қиындық жағдай болды, который менде жұмыс жоқ дегенде қиындыққа қалай келуге болады екен. В общем, жұмыс жоқ. Астанада жұмыс жоқ? Астанада жұмыс көп қой. Менде жұмыс жоқ. Бұйырмаған. Ниетке байланысты емес па? Ниет, әрекет, иә? Әрекетке байланысты. Ниет. Сол, әйелім жұмыс істейді бірақ. Әйелім менің гинеколог. Әйелің сені асыраушы болды. Асыраушы, отағасы. Мен үйде тамақтар дайын болды, жан. Кешкенде тамақ ойшым сондай, үйге тамақ субботыңын айтасың ба, кафеға барайықшы деп. Балалармен PlayStation ойын деп. Чекин, чекин. Өлейін андай, ұяласың ғой, әйелің жұмыс істейді ғой. Сен үйдесің. Ол ер бала үшін қатты тиеді екен. Әр жерден тиеді екен. Соған ұялып, сосын мен айттым, әйелім. Келіп тамағыңа претензия айтса. Жоқ, нәскиді лақтырып жерін. Шашпа шеш нәскиді. Сен тамақ дайындап, десертін күшті дайындап қойдың да, әйелің келеді да. Подружкалармен тамақ ішіп алдым десе. Ренжіп па. Ана өлмей кетіп қалсаң. Сен жылап атасың ғой, а ол естімейді. Әңгіме айтса, не айтам деген сияқты. Солай. Сөйтіп үйде отырып қалдың? Үйде отырып қалдым баламен. Қалай ақша табу керекенін үйретесің ба? Арест шешем. Налог, ол бала жынысын анықтаймын. Ол баланың жынысын анықтаймын. Біліп тұрасың, ұл ғой деп айтасың. Сосын қолың майы бар дейтіндер бар еді. Ол Лейла қарындасымыздың несі. Сөйтіп көшіп кеттің. Сонымен сондай болды да, енді мен ұялдым бар ғой. Астанадан ұялдым. Әйеліңнен емес, Астанадан ұялдың, иә? Лучше биогрупптан ұялмайсың. Жақсы шутка. Сонымен реклама ғой, реклама, биогруп реклама. Төлеген 300 теңге. Бір кірпіш берген бізге. 2 кірпіш берді дейді. Нан үйлеріңе биогруптан естелік деп алынды деп па. Сонымен солай жаңа ана бөлмеде ренжіп кетіп қалғаннан кейін сөйтіп Астанада мен кетіп қалдым. Әйеліміз екеуміз Аралға кетіп қалдық, шаг назад. Шаг 10 назад. Мен Аралға да кірамай қалсам. Бізге жұмыс істейтін еркектер керек емес деп па Арал. Аралда действительно, өйткені Аралда бәрі еңбекқор, таңертең 10-да басталып кетеді жұмыс. 10-да? 8-де.
мен өзім онда тұратын болғаннан кейін менің жұмысым онда. хотя бы аралда үй тегін ғой. үй тегін. Бірақ соңында папалардың өзі бүйтіп қарады ғой. Оларға да тамақ жасап бастадың ба? Әкешім қашан келесің? Асқар тау әкешім. Анашым, не пісіріп қояйын кешке деп. Әйелің футболкасын киіп жүрсе, ақ күні. Әйелің жұмыстан кетіп жатқан кезде мойныңнан иіскеп тамақтайын. Все. Жоқ, бұл жақсы ғой, хотя бы енді өтпелі бір кезеңде сен осылай қолғабыс болдың ғой. Жалпы Даниярда екі жыныстың да тәжірибесі бар. Әйеліңе респект қой, по идее осындай. По-любому. Мен сияқты мұсалдатты бағу, аяқ қолы түзеу, ровно дені сау адамды күн ұзаққа бағу ол да оңай емес негізі. Әйеліме сол моменттердегі қиындықтарда маған шыдап берген үшін рахмет айтатын шығармын бөлеймін. Әрине. Содан кейін әйелімді бірінші сал жердім да, содан кейін вокзалға ЖД вокзал келіп тұрмын ғой. Білесің ба Астананың ЖД вокзалын? Бірінші салып жердің, қалай салып жердің? Пойызға салып Енді заттармен әйелімді бәрін салып жіберді. Жалғыз өзін қалай заттармен? Пласкарт қой братан. Скотчтап сыртын жазып жіберді ғой. Пласкарт екенін біз бар ғой, түсіндік сразу. Иә. Жағдайыңа байланысты. Біз ана проводникті көрдік. Біз купені елестеткен жоқпыз Данчо. Сен купені елестетпе. Не надо. Мен купені вообще елестетпеймін. Екінші полканы особенно. Вагон ресторанды жек көремін. Сонымен Цомян нені Сал жердің аралға. сал жердім, пласкартқа сал жердім, бала шағаның заттар бәрін тиіп сал жердім да, енді ең жылаған есімде әлі, мен еркектер де жылайды ғой, менде билетіме Сен ше десің. Сенің жынысыңды әлі анықтамадық. былай жыладым. Жоқ, еркектер де жылайды, мен де жылаймын. Вокзалда тұрған кезде билетке 10 теңге жетпей қалды. Енді осы историясы қызық. Мен кәдімгідей ана жерде тұрмыс қинап жүрген ғой енді адамды. Мен қатты қиналып кеттім. Мен оны жолдас балаларыңа звондап сөйту не істейтін болады. 10 теңге сұрап. 10 теңге сұрау. Обидно ғой. 10 теңге салып жіберші, ертең бір аптадан кейін салып жіберемін десең. 10 теңгені бір аптадан кейін салып жіберемін. Ол кезде Данчо Каспий жоқ қой. Ол кезде ма? Каспий жоқ иә, Каспий жоқ ол кезде. Қалай салып жүретін мысалы? Мал ғой. Иә, салып жүре алмайды да ғой. Жоқ, ол кезде сен перевод жазсаң, переводтың өзіне бір 2-3 теңге алатын заман ғой ол кезде. Андай бар ғой, единицаны ақшаға алатын кездер болды, білесің бе? 5 теңге салып жүрсе, 5 теңге снимать етіп аласың. Сол кезде әйеліме, жаңа неде тұрған кезде ақша қолымда болды өйткені 10 теңге жетпей қалған есімде. Ол продуктовый магазин емес қой, 10 теңге жетпей қалды десе, ала бер деп айтпайды ғой билетті. 10 теңге жетпей қалды. Билет ақшаны қойдым да, как келем дедім да, кетіп қалдым короче. Вокзалдың алдында жүрдім бүйтіп ше. Көзімде жас қой, жас кәдімгідей бар ғой. Күн жылы хотя. Аяз болғанда вообще шаппайды. Аязда бүйтіп тұратын едім. Әр адам келіп памятник гүл тастайды, сосын ақша тастамайды. Хатико ұқсап қалады еместің. Содан кейін кетіп бара жатқан адамдардан, сол кезде түсінемін ғой, кетіп бара жатқан адамнан, братан, билетке 10 теңге жетпей тұр деймін ғой, короче ше. Бересің ба деп ше. Қой сен ішіп қоясың деймін. Адамдар, киімім де сондай жыпыны болып тұрды, киімімде ше. Киімім алқашпын деп тұр ғой. Еще Adidas трикомен соқпайтын кросс киіп алғам еще ше. Табан желінген жандар бейді. Оны сен жеген шығарсың, скорее всего. Қарын ашқаннан ол асфальт емес. Негізі өзі желінбеген ба? Новый кроссовка. 10 теңге берді біреу дейді. 10 теңге, мен сол кей таба алмадым 10 теңгені. Или 570 теңге бердің ба? Мен сонда Бердің ба? Бердім. 10 теңге де бермедім адамдар. 10 теңге де бермеді Астана. Дұрыстап сұрамағансың ғой сен. 10 теңге берші деген кезде ақша билет алатын едім десең, любой адам вокзалда сенбейді саған братан. Вокзалда, иә? Вокзалда. Сол кезде түсініп қалдым мен, мен алқаш сияқты болып кеттім ғой деп ше. 10 теңге берші, билетке ақша жетпей тұр деген кезде, ох ба, кеттім былай. Бүйтсе бір мужик тұрып, жүр онда деп магазинға барып, көп продукт алып берсе саған болсын. Әйтсе ішіп қоясың. Андай адам жоқ қой, 10 теңге жетпей жүр, билет көзім шаш дейтіндей адам болған жоқ, короче. Сол күйі қатты травмамен ауылға бардым, короче. 10 теңге сөйтіп қарыз болып кеттің ба? 10 теңге жоқ, мен балалардан сұрап алдым ғой. Осы жақта балалар бар тұғын. Кешке қарай кездесіп сол жерде алып алғаным бар. Бірден солардан сұрай сап. Жоқ енді момент болған нәрсе ғой братан, оның бәрін өз не істедің сол сағат 8-де не істедің кешке 9-да. Ондай емес қой енді братан. Жоқ, ана қазір Астанада, Алматыда көп кәдімгідей жігіттер просто қайта алмай жатырмын, ақша салып беріңізші дейді да. Бірақ беру керек братан, мен саған айтайын. Мен ол адамды 3 жыл бойы көрдім. Қайта алмай жүрген шығар? Ішіп қойып жатқан шығар. Анау қайта алмай жүрген адам болсамайды.
содан кейін сенбеген шығар деп отырмын да саған. может бірақ киімім де онша емес болды, может. Бірақ қайттың әйтеуір аралға. Көріп тұрсың ғой, тірімін ғой братан. Әлі Астанада. Сен пойызбен жүрдің ғой, қазір сен зато самолетпен жүре аласың. Ал билеттерді қай жерден алуды білесің бе сен? Aviasales KZ. Арзан ұшақ билеттерін іздеп сатып алу. Біздің тұрақты демеушіміз. Ақша түсті ма? Айта беруге бола ма? Авиасалс. 10 теңге салып жіберсе. Қайта алмай жатсам 40 теңге салып жіберсе төртеумізге. Арзан ұшақ билеттері ғой. 10 теңге. В общем, кімнің әңгімесін айтып жіберейін. Дархан өзінің семьясындағы өзінің әйеліне ботам деп сөйлейді да. Ихене. Бір андай корейский дорамада кинолар сияқты андай бар ғой. Қайырлы таң деп айтатын шығарсыңдар сен үйде. Иә? Жоқ, енді әйеліңді еркелету ол нормально ғой? Нормально. Жоқ, проблема жоқ. Проблема жоқ қой одан. Сенің отбасында норма емес нәрсе біреудің отбасында норма болса ол дейтін нәрсе емес қой? Жоқ, ол нормально, бірақ андай күнде видеозвонокпен сөйлесіп деп домалап бүйтіп сальто отырып зачем оны? Енді біз бір ай жоқпыз ғой үйде, енді қалай сөйлесем мен оны? Жоқ, дұрыс қой. Даниярды үйінде әйелі еркелетеді. Ботам деп. Бездельнигім менің. Жұмыссызым менің. Жоқ, 10 теңге менің, 10 теңге. Сенің құның 10 теңге ма? 10 теңге. Гонорардан бүгін 10 теңге беремін. Жоқ, просто айтатқаны ботам деп енді біз жақ деп айтамын, хейт болып кете ме екен? Сенің отбасысың деп айтамын. Сен отбасың деп айтамын. Мен отбасымда, иә, мен ботам деп айтпаймын да енді. Сен мөлдір дейсің бе? Мөлдір деп айтамын, свет сөндір деп айтамын. Сосын жұмыс деймін. Болды, отағасы деймін сосын. Жоқ, андай ғой, сонда мөлдір деп айтамын, жаңағыдай не, сосын сен ана ботам деп қызығатынымды айта алмай жатырмын ғой, просто әзілге айтып отырмын ғой. Сенің корейский дорама сияқты сенің семьяң мен үшін де андай. Жоқ, сен мөлдір деп біздің көзімізше айтасың, енді жеке қалған кезде айтатын шығарсың еркелетіп. Жоқ, мөлдір деймін. Мөлдірім дейсің бе? Мөлдір. Түндегі оқиғаға байланысты ғой. Жоқ, ол жарайды, ол жаққа кірмей, маған қызық емес ол. Сонда еркелету жаным, күнім. Жаным, күнім деп айтамын Аружанға. Короче, жоқ, айтамын ғой, айтамын. Жаным деп айтатын бар. Дос болып өскен ғой. Мен класстас қой, родной класста. Сені ма? Данияр, сабағын істеп берейін. жаным деп айт, жаным деп айт. Мөлдір свет сөндір дейсің бе? Сондай, просто ана ботам деп сөйлесіп жатқан кезде күшті қызық қалдым. Мен уже түйе болып қалды ғой ма әйелі деп. Ё-моё. Все, I'm sorry. Кешірім сұраймын. Просто андай ғой сендер қайырлы таң дейсің жаңағыдай дорамадағыдай ма семьяның жаңағы ақ футболка деп айтпаймын ба анада. Ескеп кету дейтін, мойнына ескеп кетіп, сондай бола ма деймін. Екеуі ренжісіп қалсаңдар паркте тұрасыңдар ма корейский седанда? Пальто водолазкамен. Пальто водолаз. Жоқ, сен тұрасың ғой. Жеңгешке тұрады. Жеңгешке тұрады ғой. Да, жеңгешке деп Айда. Айдың бас түртілмейді. Айда тұр, и сосын бұл қасына кадрға появление. Артынан жапырақтар. Мен сен келетін білгем. Сәлем, дым амандасайды ғой. Сол сияқты сіз деп сөйлетесіз еще, е? Жоқ, мен оған сен деп сөйлеймін, ол маған сіз деп сөйлейді. Жоқ, ол мен андай емес, мен сіз деп айт деген емес ол. Мен одан 6 жас үлкен просто. Дұрыс қой онда, үлкен адамға сіз деп сөйлесу керек. Нұрмағанға не дейді? Маған сразу сіздер деп айтады. Көпше тұр де. Сіздер. Арттағы бәрі көрініп тұрады. Жаңа Зидан, Криштиану. Сіздер. Или жеті атаң. Жоқ, ол біз танысқан кезде, ол кезде де мен 6 жас үлкен болдым ғой. Или өсе-өсеге сразу өсіп кеткен жоқ па десе? 6 жас үлкен болдым. Әлі де 6 жас үлкенмін да. Танысқан кезде енді сәйкесінше ол енді адам сыйлайтын кісі ретінде мен үлкен жасыма қарап сіз деп сөйлеп бастадым. Мен де оған сіз деп сөйлеп бастадым. Таяқпен тұрып кетіп қалған жоқсың? Сіз деп айтайық, таяқ ұстап жүр ғой деп. Енді білмеймін, ондай парочкалар бар шығар. Басында сіз деп сөйлесесің сыпайы. Сосын уже үйленеміз деген кезде, үйленгеннен кейін мен айттым, давай сен дей берейік уже болды. Үйге кірген кезде, сізді жайлап есіктің алдына қойып, аяғымен теуіп жүр ары қарай. Сосын айттым, давай сен деп сөйлесейік дедім. Ол жақсы деді. Мен оған сен деп бастадым, ол сен деп бір-екі рет сөйлеп көрді, маған ыңғайсыз деді. Сен ересіп қалдың саған сен деп сөйлеген кезде. Жоқ. Ондай болған жоқ. Жоқ. Түр бұзылып кетті просто. Сен дейтін маған ыңғайсыз, сіз дей берейінші дедім. Мен айттым, все смело дедім. Сөйтіп сіз болып кетті. А так немене жоқ? Біреудің үйіне қонақта отырған сияқты болмайсың ба сіз? Жоқ, нормально ғой. Қант алып бере жүресіз ба сіз?
Қандай шай ішесіз сіз? Иә, нормально ғой. Нормально ма? Мен үйреніп Түнде кетемін. ше? Нең бар ода? Вот зачем сен Түнде Дарханның гүлбет тыңдайсың ғой. Әдебиет сабағы сияқты болып жатса. ғафу етіңіз. Ғафу етіңіз. Әгереки қаттырақ. Біреу семьяңда не бар? Жоқ, мен просто менікі тек фантазия, Дархан. Мен түсіндіңдер ғой. Мен фантазиямен бірге жүремін. осуждаю. сол ғой? Мысалы, сіз деп Дархан, сөйлеген кезде мен сен шығып кеттің Дархан. бірінші ойға келетін нәрсе сонда түнде қалай? Ләйлә сұлтан қызы епа деп кетіп қойған шығар. Кім мыналар? Маған не болады қазір? Ай, Ләйла деген кетіп қалса. Бізде қонақ бар екен ғой, Қонақ бол, Ләйлаға жайлап барып бір ескертіп жіберсеңші, қайта берсін. Қызық болып жатыр деп. Сіз қызық болып отыр. Сіз қызық. Главное, әйеліңізбен сіз бізді естіп жүрсіз ғой, дер. Иә. Сіз біз ғой. Сіз біздің таусылмасын. Сыр туралы, мынау сырға барады ғой, әйеліменші өзінің үйінде бірге тұрады. Сыр дейтін бағдарлама бар, ол жақта ерлі-зайыптылар немесе жаңағыдай Қазақстандағы медийный адамдар келіп өз Қарым-қатынас туралы, отбасы туралы жайлы подкаст, әңгіме, әзіл форматында болатын. Соған барған ғой екеуі, әйел екеуі, сыр дейтін бағдарламаға. Колбасамен болып депті. Соған барған екеуі, содан кейін бұл эфир шыққаннан кейін андай пікірлер пайда бола бастады да, Дархан сияқты жігіт кездеспесе, мен ешкім мазаламай қойсам дейтіндер. Дархан сияқты Жап жасыл ғой, тіретші. Дарханға тек жүре бер деп тұрған, светофор бәрі жасыл жанып тұр. Дархан сияқты муж хочу деп. Комментарий жаздың ғой мен мамам. Енді бұл таразға емес, үйіне де кіре алмайтын болды. Официально. Қандай контент көресің, қандай отбасыдан шыққансың сен қала. В общем, сондай бұл сосын түнгі сағат 11-лерде мана выпуск шыққаннан кейін маған звондайды ғой. И мен всегда громкими сөйлесемін, оны біледі ол. Үйде жатқанымды білген, сол громкими сөйлесіп жатырған кезде қалайсыздар дейді, жақсы Аллаға шүкір. Гала звондады, иә. Көрдің ба Дарханның выпускысын, комментарийлерді оқыдың ба? Қандай күш, сен де келсе дейді маған. Жеңгешке екен 3 ай болды шақырамай жүрмін. Не надо. Мен білем ғой, әйелім танимын ғой. Ол гинеколог. Целый выпуск не туралы болатын біліп тұрсың ғой. Білейін, андай ғой, сол барсақ ба дейтін вопростар болды да үйде. Барсақ бола ма, барсақ анау дейді. Сосын келсін, иә? Жоқ. Келу керек. Выпуск шықса, әйелім абьюзер екен біліп қойсыңдар. Мен үйде қинап ұстап отыр. Жоқ, ол мен ойлаймын енді ол қиындау негізі ше. Әйеліміз екеуміз біраз талқыладық қой. Не айтамыз деген кезде тоқтап қалдық қой. Жоқ, жаңа қиыншылықтан өткен барлығын шыдаған кездеріңіз. Тек мен сөйлеймін ғой ол кезде. Қиыншылықтан өткен дегенде мен. Иә, бұл өткен деп отырса. Қолымда қалды десем болды. Инемен тұрамыз едік, давай. Иә, сондай не болған, сосын ақылдастық. Пока бармайтын болдық, өйткені ертең ол екеуміз шығып, выпуск шығып, екеуміз екі жақта сұхбат беріп жүрсек, ажырасып. Подкастқа барып па? Иә, ән шығарып бастасам мен. Кино шығару керек уже. Семіз үшін деп тұрсақ. Сен осы залда ғой, ұсыныс жасаған қызыңа. Бұл емес па? Бір Астанада кәдімгі осы көрерменнің көзінше келіншегіне тұрмысқа шығу жайлы ұсыныс жасаған. Сол біреу сұрайды ғой, сол әйел ме деп сұрайды. Ол әйел болмаса бәле ғой, өмір бақи тағдырыңа печать қой анау дейді. Сен сол кезде тізеге тұрған дәрі ойланасың ба? Green flag сұрақ қойып отыр. Өзіне ұнайтын темаға айтайын ба? Жоқ. Әрине мен оны баламның анасы қойып шығып. Ситуация шығып кетейін ба? Оны папа көрген ғой, папа айырылады. Оған айтады, мен мотор жөндеген кезде машинасы өйтіп тізерлемеген деді ғой. Жоқ, мен семьяда прикол болдым. Бір аптаның көлемін даже әжеге шейін прикол ұстады ғой. Анауын қате ба немеген. Иә, сондай ситуация болған. Шежіреден шығарып жібердім. Мөлдір деп тұр ма? Шежіреден Бекежаннан тараған мөлдір. Бекежан. Бекжан. Ол да келген шығар садақ. Ол да садақпен келген шығар. Бекжан. Ар жағында Данияр тізерлеп отыр. Бетіне түкіріп кетеді. Ана найзаға отырғызып қоятын еді, Бекежан қысып деп түкіріп кететін. Блин, ол да бір тізерлеп дегенде бар ғой. Сол моментте саған нормально болды ғой?
жоқ мен без прикол сұрыптым, саған нормально болды ғой? жоқ ол әлі нормально досым. Да? Иә. Болды ғой не? жоқ егер мен ол қызға үйленбей қалған кезде вот ең жаман болатын еді да. Қазір кейбір моменттерде мен үшін сөйлеп жатқан кезде менің артымда в основном жау жүрген кезде Ұйықтап жатқанда ма? материал жетпей ма? тізерлеген кезде Иә, сондай ситуациялар болды, нормально. Үйреніп қалдың уже. Сен мысалы бұйырса ұсыныс жасайсың ғой сен. Иә, бұйырса. менше гала сырда жасау керек ұсынысты. Тізеге тұрасың ба? Сөз салғанда десейді. Тізерлеп баратын шығармыз, скорее всего. Дайын уже. Вот, кстати, осы туралы бар ғой. Нұрмахан тізерлейді ғой. Сосын екі мужик келіп тұрғызып алды. Ойбай. Осылай апара қойшы. Менің жарым мені тізерлетпейді деп. Ол менен де биік деп. Алшып бастатып жүр. Елестеп жүр. Аспан қарап бастады. Мына жерде менің болашақ жарымның елесі жүр. Жоқ, мысалы жаңа айтып отырмыз ғой, тізерлеп ұсыныс жасау дейтін. Андай қазіргі енді заманда жастар ұсыныс жасаған кезде бүйтеді. Жігіт өз достарын жинайды, жаңағы құрбыларын жинайды, қызына сюрприз қылдырып, басқа елге барады. ел Ана жинап қойды да басқа елге кетіп қалады ма? жоқ, елде емес осы, елде де жасайтындар бар. осы. Жоқ, елге басқа елге кетіп бара жатса, ол понятно уже не үшін кетіп бара жатқаны. Уже ұсыныс жасайды. Мысалы, тосын сый жасайтындар бар ғой. Тосын сый. Аған кеп тұр. Очкарик. Мен ананы ойлаймын, қыздың орнына өзім қойып көремін да сәл. Ыңғайсыз? Жоқ, анау давление ғой. Өте Ойлашы. Көпшіліктің көзінше 40-50 адам тұр да, сен жігіттің абыройы сенің аузында тұр да, я немесе жоқ дейтін. Енді оған шейін кездесетін шығар енді. Жоқ. Оған шейін примерно я дейді ау дейсің ғой енді. Егер андайлар түсінбеймін мен мысалы, не в тему не істемейсің, танымайды бір-бірін. Ана қызды сыртынан ұнатып жүр, рез келді да, кешкісін сағат жиналды да, өзі сияқты далбан сияқты 14 мініп алды да, келіп тоқтады да, не жайып қойып, маған шығасың ба десе, конечно ол. Осындай жағдайлар брат көп қазір. Да жүрмей жүріп былай араласып жүріп бір кругта жүреді де, аяқ астынан ұсыныс жасай салады, ана қыз тұрады да. Типа, менде просто таныс қыз болды сондай, бар точнее. Туысымыз ғой. Жоқ. Ол сіз деп сөйлейтін еді ғой. Таныс ботамды. В общем, былай болған, бәрінің көзінше иә дейді. Сосын бәрі видеоға түсіріп, фотоға түсіріп алғаннан шетке шығарып алады да. Жоқ. Дейді ғой. Не деген саналы қыз, Иә, айтады, сен енді абыройын төкпес үшін, мен саған және иә дедім, но шын мәнінде жоқ, екеуміз де жүргене жоқпыз, енді таныспыз базар жоқтан 1 жыл, но мынау келмейді деп сөйтіп кеткен. Ондайлар болып тұрады, мен соны ойлаймын да, ол давление негізі болашақта егер ұсыныс жасасаң, жаңағы эфир деген нәрселер. Сонда иә дегеннен кейін де уайымдап жүру керек болсын да қазір. Тойға дейін точно ғой. Молдан алдында. Көзіме қарашы. Гала тұрып атқан кейін де күмәнданып жүру керек. Мақырге айтқан кезде я десең болады ғой. Не береді осындай деген кезде ше. Мә қазір я шынымен сенім. Жоқ, мысалы я деді да. Саған я тұрмысқа шығам деді. Мына қашқан типа жоқ деді ғой енді. Ол ертегін болады ғой енді. Ертегін болады, арғын болады, әйтеуір өмір болғаннан кейін жалғаса береді ғой. Өмір кешегі я қайда десе. Ол қалай болады ол? Қалай? Кешегі я. Кешегі я деген шашы ұзын пенде қайда деп сұрайды ғой. Түсінді ме? Басқалар сұрайды сенен. Қасындағылар достар сұрайды. Түсіндіреді ғой енді. Түсіндіреді. Негізі ол жоқ деп айтқан деп балдарын жеке-жеке шақырып алып сұраса. Не қашқасың ба? Десе жолдас боласың. Соны көнбегеннен кейін алып қашып кетеді. Онда алдын ала кәдімгі дәстүрге айналдыру керек. Бірінші ияны жеке алып аласың. Көпшіліктің көзіне ияны алып алғаннан кейін ғана шығасың деу керек жігіттерге. Сол логично ғой негізі. Бұл мен өзіме айтып жатырмын деп. Жоқ, мынандай болса, қыз бәрінің өзінше жоқ деп жеке шығарып алып, иә десе. Интрига ма? Ана интриганы бұршыт қылады қызы. Хочешь качели? Балдар оғасын ұялып тұрмын, конечно. Негізі иә ғой білесің ғой. Негізі иә ғой білесің ғой. Саған жеке де иә деп, былай да иә деп, соңында жоқ десе. Имамның маған 3 рет айту керек. Иә деп. Сенің атың Нұрмахан деп айтады жар саған. Алжып барады. Мен сен әйелімін. Елестерді ұмыт. Но алып қашу не вариант, мен ойымша. Жалпы жоқ деген қызға, иә? Қыздың жоқ дегені ма? Қазір солай. Қыздың жоқ деген иә деген емес болсын да.
жоқ деген бұрында жоқ солай болған дейді мына білмеймін. жақта бір жігіт үш рет жоқ жоқ деді әбден басына дейін жоқ екен ғой. жоқ не үшін кезінде қиындатқан деймін да, не үшін иә дегеніміз жоқ дегеніміз ғой деп. ол кезде жігіттер оригинал еді ғой. сорлы қоғам үшін жұмыс істеп өліңдер сол баяғы деген Популист, саяси көпес. Саудагер. ол кездері жасыл болып алып маған айтып отқан әңгіме ботам че там ботам иә осылай қорқасың. Өткенде Тараз жайлы как раз эфир болып отыр ғой. Біз енді бұл юмористический подкаст қой. Бір жерде Тараздың бір паблигі осындай Ғалымжан дейтін әзілкеш Тараз жайлы әзіл ұстап келемеждеді деген секілді мотивта пост шығарып кәдімгідей салып біздің концерт атымен ағып жіберді Тараздағы. иә. Бізде турдағы ең бірінші қала Тараз еді, сол Таразға кіре алмай кеттік. Галаның осыдан 5 жыл бұрынғы әзіл бұрын айтылған үшін. Сөйтсем әзіл емес екен ғой. Сол әзіліңді көрерменге жоқ енді 5 жыл бұрын әзіл, одан кейін сен Еркебұлан Мырзабек ағамыз келген кезде сол подкастта айттың ғой. Подкастта да иә, типа енді қазір Алматыға үйреніп қалдым, Алматыны жақсы көремін, мен алматылықпын, дейтін сияқты бір юмормен. Бұл да юмор емес екен ғой бүйтіп қарап. И сөйтіп солай айтылған. И сол подкасттың соңында осындай шоудың соңында жоқ Тараздықпын, бәрі әзіл үшін ғой деп айтылған. Ол жерді міндетті түрде ол жерді көрсетпейді, именно өздеріне керек жерін алып кәдімгідей. Вообще дұрыс емес. Таразда сенімен алысып отыр Тараз иә. Енді айттым дамымаған деп әзіл басқа шаруа көп қой, не үшін менімен айналысасыңдар? Газ жоқ, су аз десек. Сен жаңағы адамнан пышақты алдың да қолына пистолет бердің ғой. Атсашы енді мені. Мынау че-то кірмей жатыр ма? Ата қоясың ба? Жоқ, мысалы енді біз Таразда бір кісі, біздің таныс ағамыз, саяси сол акиматта саясаткер, иә, сол акиматта жұмыс жасаңыз, біз бұрында барғанбыз талай, давай Тараз жайлы осындай қылмысқа қарсы сериалдар түсірейік, өйткені өзіміз жаңа сценарий жазамыз ғой. Өзіміз қылмыскерміз. Көп нәрсе. Кабинетінде ма? Жоқ, иә, осындай сериал жазайық, жаңағыдай марафон өткізейік. Мен туған ағам тоже өткізгісі келді, Таразда жаңағыдай спортқа баулу. Қалаға пайдалы контент. Қалаға пайдалы нәрсе көп ұсынғанбыз. Біз оны қайсы бірін айтып жүрсіз, мақтанып күнде салмайсың ғой, бүйтіп жатырмын, сөйтіп жатырмын деп. Салып жүрген. Бір уақытта кәдімгідей бұл жаңағыдай Тараздың жауық сатып шығарған ғой, постты таң қалып қалдым сол кезде. Мен де жек көріп кеттім ғой сен сол кезде қасыңда тұрсаң. Бір моменттерде қалай өз қаласы туралы ойлайды. жоқ енді ол әзілде қарға баласын аппағым дейді ғой. Любой ата-ана өз сорлы қасқа бейшара. Любой ата-ана өз баласын жаман болсын деп жамандамайды ғой енді. Енді әзіл форматында болған. Тараз сенен үлкен ғой. 2000 жылға. Вот осындай жағдай болып қалды. Ол паблик біздің бәрімізді блокқа тығып тастаған ғой. Мені, төртеумізді, Жансаяны, ағамды, жеңгемді барлығын блокировать етіп тастаған ғой. Папаң бес па істеп отқан? Жезден жеңгеңді қақтан бөледі? Жоқ, жамандайтын жамандап, айтатын айтып алып, блокировать етіп тастаған ғой, бұл сияқты. Ответ бере алмайсың ғой, ай деп. Ладно енді. Если что, жаңағыдай құрметті әкімшілік білмеймін кімнің көңіліне тиіп кетті, ренжімеңіздер, тек қана әзіл бағытында айтылған. Тараз жақсы көресің ғой? Әрине, конечно, сойға барып жерленемін ғой. Иә. Оған қала әкімі рұқсат берсе ето. Жер сатпаса. Таразға келіп бүйтіп тұр. Жоқ, брат. Мен дос едім да, просто ол сияқты өлгісі. Жоқ. Прикинь, мавзолей қысап, Ленин қысап. Неге келемейді деп келіп тұрмын мынау бізге? Онда жаңағы ескертуге ремарка, дисклеймер айтып кете салайық. Біз зорлық зомбылыққа қарсымыз. Не туралы айттық? Жалпы өмірдегі позициямыз ғой енді. Лудоманияға қарсымыз, алып қашуға қарсымыз. Жазып алдыңдар ғой, иә? Қазір бастаймыз. Жалпы дегеніміз ғой, иә. Жалпы өткенде осындай бір келеңсіз оқиғалар болған кезде бізді қолдап, третісте қорғап шыққан көрерменге біз алғыс айтамыз. Көп рахмет сіздерге. Аяқ астынан ба? Алғыс айту күні ғой. Алғыс айту күніне орай бізді қорғаған көрермендерге алғыс, иә? Иә. Қорғамағандар да бар шығар. Бастағандар да бар шығар. Хейт жазғандар отса клейн сондайлар. Бүгін экспорт екен деп па? Бүгін біз контент үшін келіп едік қой. Давай, сөйле деп. Жоқ, қонағымыз құттықтаған сияқты. Интеллигент оқу жобасының Астана қаласындағы арнайы кешінің қонағы, продюсер, тележүргізушісі және тиктокер Лейла Сұлтанқызы.
рахмет. Шықтым ба? сіз Қанша сағат тұрдым ана жақта боянып алып, шаш жабыстырып алып. жаңа Алла. Галай Таразда жерленем дегенге дайындалып келдіңіз. Не істеуге дейді? Гала Таразда жерленемін деді де соған дайындалып түсіндіріңдер, шошып қалмасын. Сразу добивкадан айтқан не? Так. Я басын Сіз айтпаймын, адамша. Айтпай ма кішкене? Ютубтан көресіз ғой. Кешірмейсіңдер ма? Басы қызық болып тұр ғой Сәлем десе. достар, қалайсыздар? Ләйла ханым, қош келдіңіз. Рахмет. Мен айтамын да негізі бір түрлі деймін да. Мен 40+-пын. Қайсың 40+-тағы? Мен Қасыңызда пенде. Жоқ, бұл Сіздің құрдасыңыз. БЗБ. Біздің заманымызда ол дейін. менің інім ғой, тура 10 жас кіші менен. Сендер 20+-қа прикол өткізіп отырсыңдар, иә? Білмеймін. Не деген Неше не деген жасы? мықтысыңдар деймін да, мен соны айтып отырмын. Мақтаныш. сондаймыз енді. Мықты жоқ. 20+тер шапалақ ұрсыншы. Ой, 99-да 9%. 30+тер Жөтеліп бастаса. 40+-тар. 30+тер естімеді ау деймін. 40+. Ой жандар. Энергиясыз күш жоқ уже. Барларыңа шүкір. Шапалақ ұрам деген ниеттеріңе рахмет. Ләйла ханым көрініп жатыр ма сіздерге? Көрініп тұр ма? Бір төшкі болып тұр десе. Бинокльмен Олар Үлкейтіп алып, тамашада үлкейтіп алып. көрсетеді ғой, үлкен апалар өйтіп бинокльмен. Камерамен көрейін десе қолдарына Nokia шығар олардың. Жоқ, ей жігіттер, ана дәрінің артын оқымайсыңдар ма не? Суретке түсіріп алып үлкейтіп. Біз сондай... Бізге жүз емес. Өзіңізге жиса нәрсені бізге пиға десеңіз. Осындай заман Құдай келеді қаласа ма? жетесіңдер соған, Әмин, күлмеңдер. әмин. Қазір де сөйтіп көріп отқандар бар шығар, суретке түсіріп алып мені былай үлкейтіп, иә? Ар Бар ма? жақта вспышка жанып жатыр ар жақта. Значит, олар 50+. 50+. Олар бумерлар ма? Умерлар. Умер. Сіз бумерсіз ғой, иә? Сіз бумерға жатасыз, иә? Біз альфамыз да, мен кім? Сен ба? Сен галасың. Мен галам. Сен қазақсың. Мен қазақпын. Сен тараздықсың. Ей. Мен бар ғой, кімсің дегенде бір мысал есіме түседі, баяғыда 1999 жылдан 2000 жылға өтетін кезде хабар арнасынан жоғары жақтан мынандай арқамен Дана Нұржігіт төмен түскен. Арқанмен? Арқамен болғанда бүйтіп, не дейді оны? Бесін завон жоқ па? Жоқ, оның фишкасы, креативі сонда болды ғой. Креативі сонда болды ғой. Иә, миллениум болды. Мен соны көрген адаммын. 99-дан 2000-ды телевизордан. Жаңа ғасырға көшуді сөйтіп Да, и ана ғасырға- Дженнифер Лопестің жасыл көйлегі бар ғой. Вот сонда. Сонда сіз бумерсіз ба? Мен білмеймін. Жақсы не ұсталған бумер. Или миллениал? Сақталған да. Кім біледі? Сонда миллениалмыз. маған біреу жазып қойыпты. Сыртын немене дейді, бірнеке қылғанмен канализациясы ескі ғой деп. Наны кім шындықты Қалай дедім да, қалай? Шындықты кім жалпы жазған? кейде. Вообще-то білесің бе? Вообще-то білесің бе? Анау гелик бар ғой, геликтар бар ғой, 2003 жылғы геликтарда өзінің несін жоғалтпайды бағасын. Бағасын жоғалтпайды, Мен сол иә. гелик сияқтымын ғой. Жаңа Жоқ, сонда да қоймасаң. По-любому 2000 жылғыда ол. Ремонтына Мен көп кетеді анау- оған Прикол ұстаймын. Ремонтқа көп кетпейді геликке. Да, нормально. Е, сыртын ауыстырасың. Брабус болсын еще. Сыртын ауыстырасың. Айтайын дегенім. Брабус түсінгендер бар ма? Жоқ, біз кедейлер Жоқ, оны брабус. түсінбейміз. Сіз мед істеп жүрсіз бе? Мед? Иә. Ол не мед? Исмаил мед дейтін бар да ғой. Сол қолдарына осындай бірдемелер келіп жатыр. Сол мед жоқ па екен? Сен білесің бе әйелдер оны қай кезде киеді? Қолға қолғапты. Қай кезде? Білмейді екен мен. Жарайды, онда сендерге келесі тапсырма осыны біліп кейін айтыңдар. Оны біз 40-тан асқа деген білеміз бе? Жоқ, ол интернеттен көрсеңдер болады. моргта ма? Жоқ. Варианттар жоқ па басқа? Так, именно сеточные перчатки. Ой, жоқ, неважно, болды, ұмытып құрсын. Не қылсын ол просто стиль, менің Бекер бастап бердім теманы да. стилистерім киіндірген ғой, осылай киініп барыңыз деді. Өте Киіп алып. әдемі, шикарно. Өте шикарно, өте күшті. Сізге почет Рахмет. еттік қазір. Жоқ, сіз Ләйла ханым қазір Англияда оқып отыр. Қой, келдім ғой. Келдіңіз ба уже? Иә, қасында Қазір отырмын. өзіңіз отырсыз ба? Келдім ғой дейді. Қасында отқан жоқ па? Оқып жатса парда отырмай ма? Апаймен бірге. Ағайлармен бірге де. Апайлар, подружкалар болып келеді. Иә, соны Құрдастар осылай негізі қақпас бар ғой. кәдімгі. Негізі айтайын дегенім,
деп осындай бір қай жаста оқысаң да кеш емес, оқу керек. Неге маған айтасың? Сіз қай мамандықта оқып келдіңіз? Сені маған айтты да, сен ред флагсың деді. Неге ред флаг екенін түсінбедім. Еркежан қайдасың құрсын? Неге ред флаг? Еркежан? Жаңа сізге коммент жазған Гала ғой. Гала ма? Канализация туралы. Жоқ, Ләйлә ханым. Галаны ред флаг деп айтты ма сізге? Иә. Ой, шындықты неге айтады дедім. Өзіне Гала ред флаг себебі қызыл нәски киеді деді. еще. Точно. Бұл нәски емес, бұл негізі сәл мына жерде тұр ол негізі. Шешет бит мына жерде, темірлері бар өзінің. Иә. Ол комбинезон ол. Сосын бүйтіп, Человек-паук. ой, жауыз. Англияда сіз қандай Жиза десе бағытта оқып едіңіз? Осыдан бір жыл бұрын бізде Дидар Садық деген азамат PhD қорғау үшін Англияға барып, Оксфорд университетінде қазақ тілін академиялық сабақ болып енгізілуіне атсалысып, ол тіл институтының қызметкері ғой. Оксфордта. Иә, Оксфорд университетінде. University of Oxford. Окей. Содан Дидар барып бір жыл көлемінде қалай жапон тілі, қалай түрік тілі берілетін зерттеп, бір жылдан кейін, яғни дәл осы жылғы алғашқы семестрда, кешіріңіздер. Триместр дейтін сәл... Мен просто ана екі қабат әйелдермен көп жұмыс жасаймын ғой. Экоцентрда. Нұрмахан білмейтін шығар, не oldu отыр? Мөлдір біледі. Сол... Мөлдірдің жұмысы ғой триместр? Сол жақта ғой. Содан осы жылы алғашқы семестрда мен Қазақ Speaking Club'ты жүргізіп келдім. Әр суббота сайын аптасына 2 күн 4 сағат академиялық сабақ ретінде қазақ тілі сабағы шетелдіктерге қазақ тілін үйренгісі келгендерге өткізіліп жатыр. Беріліп жатыр. Сондықтан ескі шағатай тілі, ұйғыр тілі, кез келген осы Азия мемлекеттерінің тілдері сол жерде оқытылады. Соның қатарына енді қазақ тілі де қосылды. Ішінде өзбек тілі де бар, қырғыз тілі де бар. Негізі... Өзбек тілінен мұғалім керек болса? Мен тайорман! Ең қызығы өзбек тілінен сабақты білесің бе, кім береді? Абдухадыр Құсанов десе. Жоқ, ол өзі француз, американдық француз. Англияда туып өскен, сондай бір несі бар. Өзбекшеден бере ме? Өзбекшеден мықты сабақ берген. Мен тайорман. Саида Мирзиева келгенде таң қалған ғой, өзбекшесі қандай мықты. Сонда бір жағынан енді ол қызық қой, мысалы өзбек тілінен шетелдік азаматтың сабақ беретіні. Тамаша ғой. Иә, зерттеген да ұзақ уақыт. Мен де шетелдік азаматпын ғой. Иә. Сен туалетің Өзбекстанда ғой. Сол... Сіз бір оқымадыңыз ба сонда? Жоқ, мен күндіз өзім оқимын. Сол кезде мен өзім тіл оқыдым. Қосымша тіл оқыдым. 2 сабақ, жаңағы академиялық сабаққа қатыстым. Аптасына 2 сабақ, 4 сағаттан. Сосын суббота сайын Speaking Club өткіздім. Ол деген неформальный обстановкада жаңағыдай кез келген адам қатыса алады оған. Қазақ тілін еркін форматта оқып үйреттік. Ағылшын тілін оқып келдіңіз Лондонға барып. Иә, Лондон емес, Оксфорд екеуінің арасы 1,5 сағаттық жер. Мимо кетіп отырмыз қайта. Бейшаралар оқы, кедейлер оқымаспай. Ондай ма? Ол жақ қалай? Ол жақ балқаш уақыты басқаша жүреді деп болсын. Так, ауылға оралыңыз, апай. Иә, сөйтейікші. Ләйла қарындасым әңгіме айтты. Мен апай деп Ләйла деп айтқан қалай болады екен? Мен ханым деп айтқан дұрыс. Ханым ғой, Ләйла ханым. Или Ләйла деп айта берейік. Қалай ыңғайлы? Әй, Ләйла дейтін бір еді. Иә. Ол Данияр десең. Ол мен. Иә. Ой, мен Даниярды баяғыдан білемін ғой, түнгі студиядан. Иә. Ол кезде Данияр шаш бар ма? Жылайды қазір, айтпаңыз. Иә, шын. Шашты басқа жерге тақ қойдым ғой. Түсіп қалады шығар деп. Шын ба? Шаш бар, конечно, бар ғой шаш. Шаш бар дейді жалпы, сонда сыбыс бар. Бар, сосын короткий қиып тастасын кеп. А чё сендер Таразға бармайсыңдар ма не? Біз барамыз ғой. Сендер бармайды деді ғой. Сен кіргізбейді деді ғой Таразға. Бізге информация жеткізген адам өте қатты қателескен. Да? Біз кіре аламыз. Сіз де кіре аласыз. Сен орға мен бара салайын онда. Так. Галаны кіргізбейді. Галаны кіргізбейді. Галаны кіргізбей ма? Негіз болған гала деп айтқан ғой, бұл есіне шығып кеткен апай. Точно, сен Аралдансың ғой. Ой, кешірші Гала, иә. Иә, Сабуров екен. Екеуің қатты ұқсайсыңдар. Жаным, бауырын істеп отыр екен.
ол ақшасы көп та оның саған айырмашылығына қарағанда. жоқ басқа қалаға кетіп қалған ба жоқ Сабуров концертін Пхукетте беріп жатыр. беріп қойды. беріп қойды Беріп уже. қойды уже. Иә. Мен барып келейін Пхукетке. Сен пойызда жүрсің плацкарттың үстің жағында. Екеуіңе қиын деп айтуға қиын шығар. Әке шешем сағындым. Шын кіргізбей ма? жоқ кіргізеді балалар осындай өйстіп әзілдің әсерлеу кесірінен осындай не шығып кеткен ғой әйтпесе. Мама папа сол таразда тұра ма? Асыра сілтеп отырмыз да? негізі. Асыра сілтеп ой. А визитер бала ғой. ау ау ренжіттіңдер. Сіңілдеріңіз бар ма? Үйлендіретін осы екеуін. Үйленбегенсің ба? Жоқ, сіңіліңіз бар ма, апаңыз бар ма, әжеңіз бар ма Нұрмаханға? Ләйлә ханым, сіз Галаға үйтіп таңғалмай қойыңыз. Сен үйленбегенсің. Анаған таңғалу керек қой негізі. Иә. Қасында мумия отырған. 38-ге келдің ба? Ойлашы, сенен 10 жас үлкен. Сен одан 10 жас үлкен сияқты болып тұрсың осырған. Обидно. Олай айтуға болмайды ғой, жігітке жарасады. Сәл кәрлеу болған. Құтқарама десем. Кәрлеу болған. Битті ғой, Ләйлә ханым барып бара жатқан Нұрмахан шашынан ұстап шығарды да қайтадан батыр. Жоқ, батып атты ғой бүйтті. Ағашпен итерді швабрамен. Қойыңдар. кәрлеулер бар ма? Жастауы. Негізі байқайсыңдар ма? Егер Байқаймыз нені? Ол байқалады. Өзіңнен жасы үлкен қыз алсаң, мысалы сен тезірек қартаясың, ол жасарады. Иә, өзіңнен жасы үлкендеу қыз алсаң, мысалы, иә, ол жасарады да сен тез қартаясың. Ол жас қой, қалай Ал егер ол сенен жас қыз алсаң, мысалы 10 жас кіші қыз алатын болсаң, ол тез қартаяды, саған жетіп ол алады. қартаяды, мен жасарам ба? Иә, ондай кезде иә. Бұл ана Нұрмахан ұнатып жүрген өзінен 10 жасар кіші қыздарға деген бір не емес па бұл? Бұғаттау емес. Жоқ, ол ғылыми тұрғыда дәлелденген. Бұл именно жынысқа байланысты, иә? Егер де әйел адам үлкенірек болса, күйеуі жас болса, иә, әйел адам жасарады. Жасарады, иә, күйеуі тез қартаяды. Жоқ, енді қарамарыз жұмыстымай ма? Любой жас адам қартаяды ғой? Жоқ, ондай кезде жоқ, жалпы мысал ретінде. Мысал ретінде айтамын да, мысалы Галкин мен Пугачеваны алсаңдар. Так. Мысал деймін да. Жақсы мысал деп ойлаймыз оны. Жоқ, енді Нұрмаханнан 10 жас үлкен адам алатын болса, бұл өзінен. Бар болса. Үйленудегі апам. Оның көз алдында сен жас болып көрінесің. Мә сендерге не 50-дегі апам, ма не? Если жоқ, келесі жыл мен 50-ге толам, братан. Братишка. Туған күн. Уже настолько шашың ағарып кеткен сарғайып жатсың ғой. Құдайға шүкір. Туған күніңізбен де вазелин берсін. А? Не дейді? Құлағы естімей ма? Таказда сөйтіп отыр ма бұл бізге? Не дейді? Біреу сөйледі ма? Мына жерде адамдар отыр ма? Жоқ, бүйт тұр, бүйт. Зидан істеп жүр дейсің. Бақын Зидандар не істеп жүр? Кім? Зидан. Келудемін ба? Елудемін ба? Зидан дейді. Мені алып кетіңдерші. Қазір сәл отырсаңыз Зидан келеді. Сізге дейін Мен Зиданға сұрақ қойдым ғой. Үшеуміз футбол ойнаймыз. Қызық болды, иә. Кішкене үлкен кісілер любой тақырыпқа әңгімесі бар да. болды? Тұра тұр. Зиданға сұрақ қойдым ғой, не Нұрмаханның елесіне кіріп жүрсің. Содан бар ғой, қай жыл екен білмеймін, 2019 жыл ғой деймін. 2019 жылы Мадридке бардық, ана тренировочный базасына. Балалар кішкентай, фотолары бар, дәлелдей аламын. Балалар кішкентай. Үлкен дәлелмен жүр ма? Үйдегі Зидан қандай деп сұрақ қоймаған шығарсыз әйтеуір, иә? Жоқ, мен мынау. Үйдегі Зидан кімге гол салады? Не былай. О, господи. Тихо. Неге? Неге жабылуға жұмыс жасап отырмыз? Содан, короче. Нәпсі Гала, сөйлеп тыңда. кетті, нәпсі. Әңгімені тыңдасайшы. Сіз бізге де қарап қойыңыз. Мен Содан, короче, бардым да. бардыңыз Мадридке. Екі баланы алып бардым да тренировочный поляға. Өзіңіздің. Көйлегім артжаға демеді, иә. Арт Содан жақта қала айтпаңыз, бардым. артыңызда бойда қойып. Бол, все. Чай. Не бәле, жағаласың. Жасайшын болды, ағып жүр. Сәш. Ми ашып кетті. Әдірем қалғыр қоймадыңдар ғой, құдай, бір. Мен Отсайшы бұл тыныш. выпускта 20 минут қиып тастауды білем. Ауызды жап десе жабу керек қой Болды, бала болды. деген. Сіз Не бәле, Зиданға ана үйдің бір баласы болады ғой. Бір жерін жапсаң екінші жерін. Любой момент телефонды алып шығады да. Ана поста кете ма? Шал қолы дір-дір етіп. Тұра тұршы. Нормально түсір да, түсірген соң, иә. Бетіне жақын түсірмесе. 05-пен түзден де жақын болып кетіп жатыр. Сімде құрттарын көрініп қалмасын да, сәл аралсайшы құрсын. Мен ол құрттарды танимын.
қайдан танисың тәтті ма не гала в общем мен сорлы эмпатпын ғой айта беріңізші. не кіріп кеттісіз ме Сіз не болып кетті сізге де бүйтіп шешіп бүйтіп қараса қайтадан жеп бастасам. манты екен ғой деп щеткамен бүйтіп салып қойса жоқ бүйтсе содан кейін содан кейін все кәдімгі түсіңді алып салқын сүртіп қоямын ба бір стаканмен су әкеліп қоя салыңдар. ішіп қоймай иә байқаусызда түнде қазір тұрамыз бәрінің телефонында бүйтіп хотя бы тұрсақ екен нормально тұрайықшы қыздар пожалуйста нормально ракурс алыңдаршы осындай бір түсіріп алыңдар тез все солай қусаң да мә қудың жөні бар екен содан аузым кеуіп кетті ғой шырақтарым бар ма соларың ашып беру деген о, жоқ ішілген вообще екен. сен бала бар ғой қызға ухаживать етуді білмейсің ба не бәле әлі жүрсің Төгіп алады аузың еще анау осылай қазір. семіз ба не қолдар дірілдемейтіндер берсін дуаланбаған ба дуаланғанмен қабыл болмайтын сияқты Дем салынған. салфетка алып келейік па иә салфетка ма? Керек па? керек па жоқ нормально былай бумага бар ма содан гала бар содан гала бардым да короче екі баланы апардым келістік бір компания болды агентство екі баламен жүріп кіргізіп жіберіңдер дедім ба иә екі баламен бардым да келісіп алдым да суарес шығады бірінші ол кезде білмейді екен реал мадридта суарес ойнайды Жоқ. ол емес пе онда қателестім мадуро дейін деп отырмын Модрич новый игроктар тығып жіберсін ғой Жоқ, Мадара венесуэла қайдан жүр мұнда суарес шыға берсінші құрсын апа баламен жүр екі баламен жүр суарес шыға берсін сізге жарасады. барселонадан алып келіңдер бері қарай суаресті Суаресмен қайда кетіп бара жатыр? жетпейтін болды ғой соңына дейін гала содан бардық короче ладно тез бардық та содан тренировочный полесі 1 сағаттық жер екен Мадридтан оған бардық сөйтіп айтты екі балаңызды тренировочный полеға кіргізіп жіберіңіз жаңбыр жауып жатыр деді екі бала жүгіріп кіріп кетті ішінде Модрич ойнап жатыр Камп Nou ма или Сантьяго Бернабеу ма? Бернабеу ол Мадридтағы иә барселонадағы сендер иә жоқ мен уже кіріп қойды ішіне кіріп кетті олар сөйтіп екеуі жүгіріп кірді мен жоғары жағынан қарап тұрмын айтты сіз мамасы журналистсіз ғой уже операторым бар қасымда ол француз дым түсінбейді мен оған түсіндіріп қоямын қазір крупный план аласың мен сұрақ қоямын ұқсамын деп. крупный план аласың мен қып қызыл андай Реал Мадридтің бір киімін киіп алғанмын екі бала ар жақта Ливерпуль емес па бұл? жоқ қызыл просто қызыл реал мадрид мына олимпика жерде құс тұрмай ма десе жоқ содан екі бала Модрич жүр бәрі жүр Винисиус па Винисиус Винисиус Сіз тренировкасына кіріп кеттіңіз иә ба? тренировочный полесіне қарап тұрмын екі бала соның ішінде ойнап жаңағы суретке түсіп жатыр содан бір уақытта Зиданмен сұхбат алатын пресс-конференцияға кірдім и қасындағы агенті мощный екен кіріп шықты да тұрды да так мынау иә мощный екен потому что уже қорқынышты да ананың түрі мына кісі сұрақ қойды мен алдында қып-қызыл немен отырмын ғой сөйтіп мен еще қолымды көтеріп қоймаймын қызыл олимпикамен қолымды көтеріп қоймаймын жаңағы мен сұрақ қояйын деп жатырмын ғой my name is Layla I'm from Kazakhstan деп жаңағы сөйтіп дайындалып жатырмын видимо ойлаған шығармын қытайдан келді ме екен қайдан келді мына қыз деп ешкім мені елемейді қайта қолым көтеремін ана жерде оказывается Зидан сұрақтарға жауап беріп отыр где-то бір 40 минуттай отырды пресс-конференция берді сонда сұрақтарды бір 4-5 қана адам қояды және де именно футбол туралы жазатын адамдар бар ғой тізім болады екен алдын ала таңдалынып алдын ала сұрақтар реттеліп қояды екен мынадай Қазақстандағыдай ғой да? иә былай случайно кіріп кетіп случайно сұрақ қоя салу жоқ екен в общем сол бітті соңында суретке түсіп жаңа сұрақ қойдым дедіңіз ғой. жоқ сонымен мен сұрақ қояйын деп қолымды көтердім маған кезек бермей қойды бірақ бардым деген мағынада айттым ғой тұрсайшы сәл қостым ғой енді Сұрақ қойса просто қолымды көтердім. қолымды әбден көтердім түсірдім бүкіл тренерінен сұрадым басқасынан сұрадым бірақ мен маған өте қатты ұнағаны ол кісі өте салмақты екен да мысалы бір қалыпта отырады осылай болды Примерно 80 кг. Зидан ба? иә Зидан ешқандай бүйтіп бір эмоция жоқ әй лайла деген жоқ па демеді сондықтан мен Реал Мадридті көрдім Бернабеуда да и Камп Ноуда да футбол көрдім Күшті Әңгіме неден басталды?
суарестен жоқ әңгіме Зиданға сұрақ қоюдан басталды. Зидан келді ғой жаңа, көрмедіңдер ма? әңгіме Зидан, иә Зидан. Сіз қалай кіріп кеттіңіз ол жерге? Мен бізде бір Қызыл агентство болды, солар балаларды футболмен айналысатын балаларды өзі шақырады екен жылына, мысалы 1 айға 2 айға, сөйтіп мен балаларым сол Реал Мадридқа барып жаттықты. Қазір содан кейін бар ғой, қазіргі балалар вообще футболды жақсы көреді. Қазір мысалы үлкені футбол тастап кетті, екіншім вообще баскетболға кетіп қалды. Бәрі қызыл спортивка деген ғой жаңа. Иә, білмеймін, ол бір белгілі бір уақытта ғана ғой деймін. Белгілі бір уақытта ғана жақсы көреді балалар. Ұлдарың бар ма? Кімде ұлдар? Менде бар. Қаншада? Нұрмаханда бар, бұйырса Иә, болашақта футболист па тоже? Жоқ, футболист емес. Баскетболист? Жоқ. Волейболист? Каратарист дейтін бар ғой. Каратист? Каратист, иә. О, И күшті. домбыра ойнайды. төбелесіп жатыр десе аяғын көтереді да Туалет іште де бар, сыртта да бар еще. Шашма деймін ба, нормально ма? шаша деймін айна сияқты сұрадым. Ең басты шашыңыз бар. Бар, иә. Сен көзі түсіп жатыр, кәдімгідей сезіліп тұр, анан қараса құйқасы көрініп қалыпты. Қара азайып қалыпты, шын. Самайыңдағы соқысы. Самайыңдағы шашың. Дауыс болғанда вообще күшті болады. Жоқ. Ләйлә ханым 2 жұлдызға қатысқан. Бір жұлдыз болып па? Сенде бір бар ғой, бір нормально, соңғы бір жаңалықтарды айтпайсыздар ба менің? Соңғы жаңалық. Мысалы, праймерам туралы. Праймера? Иә. Ләйлә ханымда праймера қазір. Жаңа айттым басында тиктокер дедім ғой. Қойшы. Тиктокер дедіңіз. Тиктокерсіз ғой. Сіз ренжімейсіз бе өйтіп айтса? Вообще? Тиктокер. Жоқ, ол бір ұят нәрсе ма не? Жоқ, вообще деген Иә. Кейбір өнер адамдары, журналистер ренжиді, иә, бізде Не қой үшін? ақақу Біз бір адамды блогер деп айтқан үшін ренжіп қалған бізге. Кім ол? Зачем бізге ол мысалы қазір? қайтадан ренжі бол Тағы да бір қалаға кіре алмай қалсақ зачем? Ондай бар енді, иә. Бірақ ол кәдімгі өзіңіз саналы түрде таңдадыңыз ғой, мен тиктокқа контент жасаймын деп. Жоқ, Неден басталды ол? менің ойымша Зидан қазір асырап қоймағаннан ондай басталды. жоқ, менің ойымша онда тұрған ештеңке жоқ. Мен Кімге сіздің 5 қалай? жыл бұрынғы тиктоктарыңыз есімде. Ну да, Ол енді енді- совсем ұят болатын ба? Ол жерде не болды? Білмеймін. Ол басқа категория. Иә. Ол же тикток болған жоқ. Нұрмахан мысалы шашын бояйды. Мына шашты Иә, бояу көріп керек қой енді. Мына жеріне бәйгіру алып қой, ертең бірдеңе істейміз ғой деді. Бұл негізі менің Мына жерді орайым. пайдаланайық дейді ғой, короче. Тегін мен жатқан балым жерді. да Негізі орайым мынау. Иә. Бірақ адамдар сенбейді. Менде Иә, 3 иә. орай бар. Мына жақта 2, мына жерде Мен 1. сенемін, Бір мен сенемін. қызығы бұл орай ертең мына жерде тұруы мүмкін. Мына жерлерде ше. Жоқ, Сен жалпы. шешші кепкаңды. Мына жерден орай. Шаш болған қалай күшті, иә, Гала? Менде шашым бар. Бұя. иә Бұл бюролады. осы үшін таразға кіре алмай қалдым. Шашына химия жасады. Шын. иә Оқымаған химияны да. басқа істеп тұрмын. мен сіздің артыңыздан еріп келемін жасары. Сен күшті екен сенің бәрі. Да. Сен күшті екенде бүйтіп қағып алсың. Әкел деп па. Өзіңсің ба? Енді сізге сондай мүшелер қызығатын уақыт басталды. Сіздің тісіңіз күшті екен. Жоқ, білесіздер ме, ол неден шыққан прикол емес, шын айтайын ба? Список еріпсеңіз жоқсыз ба? Менің қасымда жас қыздар көп жұмыс жасайды да, сонда Сен мен қағып айтамын. алдың бәрін. Тұршы. Мынау Айнұрдікі, мынау Динаранікі десе. Сен күшті екен, сенікі де өзіңдікі ма десе. Иә. Бәсе кеше Мен- администқа звондап едік, сәлеметсіз бе дедік, пүпет деді ғой. Еркежан сондайсың ба не? Айтайын дегенім, мен үнемі Қасымыздағы қасымда жас қыздарға қыздар. айтамын да, қыздар айтамын. Қыздар жігіттердің тістеріне қараңдар және де аяқ киіміне қараңдар деп. Егер аяқ киімі Аяқ киім тап-таза көтерді болса, ғой, тісін істейміз. оның аяқ киімі тап-таза болса, ол демек үйінде де таза. Ал тістері дұрыс болатын болса, яғни құрттамаған, былайша айтқанда дұрыс дұрыс болатын болса, оның ЖКТ-сы, яғни ішкі құрылысы дұрыс жұмыс жасайды деген сөз. Деймін ғой. Сүйіскетпеңдер, ей. Деймін ғой. Сонда енді содан елдердің бәріне бірінші тісіне қараймын, сосын аяғына қараймын. Аяқ Бәрі киімге түсінікті да? тіске қарайсыз. Иә. Иісіне ше. Енді бәрін айту керек па? Ол да түсінікті ғой. Ауылда жылқылар солай таңдайтын. Бір психолог Тұяғына айтады, қарайды сосын. Тісіне қарайды. бір психолог айтады. Мен де айғырмын ғой бірақ. Ерлі зайыптылар дейді. Ұйықтатпайтын. Түнімен. Дайте шум этому старику! Этому старику. Жаңағы кофеваркадан кейін точно ұйықтатпаймын түнде. Өзімді. Жоқ, тек ұйықтатпай қарап отырса, ей, неге ұйықтайын деп жатсың? Ұйықтама, әңгіме айтайық та. Ұйықтамасыш. Тұрсыш. Дұрсыш болды.
Ләйлә ханым бір нәрсе айтып бара жатты және психолог белгілі бір бір психолог айтады ерлі зайыптылар қалай қосылады Ләйлә ханым білесіз бе дейді. Мен енді ойымда ештеңе жоқ, айтып отырмын, бір бірін ұнатады, там бірінші көзіне қарайды, одан кейін сөзіне қарайды, жан дүниесі әдемілігі деп айтып жатсам, жоқ дейді, иісі арқылы ғашық болады адам дейді. Ол қалай? Сонда оказывается шынында да ол психологиялық тұрғыда зерттеулер нәтижесінде адам бірінші адамның иісіне ғашық болады екен. Өлә, сен шын алып жүрсің ба не? Бұлар парфюммен алдайды. Менікі натуральный. Мұрныңыз иіссезе ма? Кетші. Ойбай. қарай салыңызшы. Сосын басқа қандай иістер бар дейді. А чё вы это? Мына реклама ма не? Жоқ. Басқа қандай иістер бар дейді. Андай жоқ па женственный бірдеңе десе. Ой, адамның терісінің иісі бар ма десе? Мисақ бар ма десе? Жердің иісі. Ең популярный иіс жердің иісі, білесіңдер ма? Онда менікі ғой. Земля, земляной. Ой, земляной, дұрыс айттым ба? Орысшам дұрыс па? Жақындаған сайын жердің иісі келеді. Топырақтың иісі ма? Иә, топырақ землянистый ба, земляной дей ма, не дейді құрсын? Земляника. Ол земля білумай. Ол сәл басқа сияқты. Иә, сәл басқа. Зачем бізге землянист? Вот солай ғашық болады екен. Сондықтан Гала адамның мүмкін саған ол парфюмнің иісі емес ол айтып отырған әңгіме. Былай енді қазір сенде қанша жыл стаж уже отбасылық өмірде? Қай жағынан? 35-те. Қанша жыл болды үйленгеніне? Сен 15 жыл болды ма үйленгеніне? Жоқ, 5 жыл болды. А балаң қалай өмірде? Солай болады өмірде. Өмір сондай Ләйлә. Жоқ, бұл алғанда сақтап қойған. Нені сақтап қойған? Бізде бірақ нәрсе сақталады. Mortal Kombat'тағыдай мұз сияқты қатырып тастаған баласын. Сақталады дегеннен шығады. Біз Любой етістіктен оқиға басталып кете бере ма? Сақталады деген. Эко жасай. Сіз журналист андай сұрақ қойып тастап жауабын күтпейді екенсіз, иә? Зидан да содан кетіп қалған шығар. Өзіңіз жауап бере ма? Вообще айтпаймын. Үш сұраққа жауап беріп үлгерген. Бірақ точка сақталады. Кейін напомните маған. Сақталады. Өмірде бірақ нәрсе сақталады дедіңіз. Ол не? Айтпаймын. Айтыңдар енді приколдарыңды. Не істейміз? Давай, кім аяққа массаж жасайды? Апамызды деп отыр ғой. Су? Иә. Ләйлә ханымды тыңдап тастайық. Жоқ, қалай сенде логика кішкене келмейді, менің есеп қисабым келмей отыр. Логика келтіре алмай жатсыз ба? Иә, басымда нелерім түсінбей жатыр, маятниктарым қосылмай жатыр бір-біріне. Жоқ, мен бетейін, ары қарай бізде рекламный пауза қазір құрметті достар. Біз Ләйләні оңаша шығарып алайық. Сосын жайлап өзіміз. А чё, реально сондай ма не? Жағдайы бір түрлі ма не? Мен неге сұрамайсыз? Мен туралы ғой әңгіме. Андай апалар сияқты. А не болған? Не болды? Сіз біз десе алмай қалған. Ол ботам деп айтпаған. Қойындар солай, сіз дейтіндерді кішкене түсінкіремейді екем. I'm sorry. Екеуміз бір жамағаттамыз. Айттым ма, кринж ол. Сіз бүгін кешкісін боссыз ба? Енді сіз іздейді. Вальныйға барсақ қалай қарайсыз? Осы мен бағана айтқам әдебиет сабағы сияқты. Сен үйренгенсің ғой? Шын сіз дей ма не? Иә, әйем сіз дейді. Иә, күшті бірақ, жарасады. Күшті ғой? Жоқ, ол неге осылай таңғалатын нәрсе ма? Шын ба? Иә. Қыздар қалай? Таңғалатын нәрсе ма? Жоқ, ол норма ғой, әр отбасында әр түрлі ғой енді. Елдостың да кім әйелі ей сіз деп сөйлейді, мысалы маған ей деп сөйлеген ыңғайсыз. Ұнамайды, деп боқтап сөйлейді біреу мысалы. Ондай бар ғой. Бәже, мен бірінші рет күйеумен танысқанда бар ғой, оның жасы 12 жас үлкен ғой. Аға, сіз деп жазып қойғам, Қайрат аға деп. Бір күні бір үшінші ма, төртінші ма свиданияда бүйтіп қарап қойды. Мені Қайрат аға деп жазып қойып, сіз ішінен артынан прикол ұстайды ғой, маған біраз жылдан кейін. Өзгеріп тигр деп кетсе. Қайрат ағаңның ойы әр жерде тұғын сол кезде деп та. Мен сонда қалай сіз маған ағасыз ғой деп жүрмін да. Сөйтіп сен деп кеттіңіз ба? Кейін иә, сенен. Неше жылдан кейін? Басынан емес ертегіні десе. Біраз уақыттан кейін. Примерно. Белгілі бір жағдайлардан кейін. Белгілі бір жағдайдан кейін. Сен болып кеттің ма? Өз белгілі бір жағдайлар болады екен ғой өз. Иә, әрбір отбасында болып тұрады. Сен екенсің ғой. Біреуде оқта-текте, біреуде аптасына бір рет, біреуде әртүрлі жағдай. Контактыда қайрош деп өзген. Мен мынадан кейінше емделем жігіттер. Неге? Коляскамен кетіп қалайын ба? Оказывается, сен Сіз дей ма? Иә. Күшті.
кім тағы сіз дейді қыздар? Мен Бір, анама екі. сіз деп айтамын, ол нормально ғой. Сіз деп Иә, айтатындар иә, бар иә. ма? Шапалақ ұра салсыншы. Бар Бар ғой. міне, бар. Көп емес, но бар. Жоқ, ол екі адамның өзара шешімі ғой. Сен не айтатындар? Мен жеке өз басым, менің жеке өз басымда ол болған жоқ, содан кейін маған бір нелеу көрінді. Түргідей deyіп жатыр ма? маған бірақ любой адам сіз дей береді. Сенің отырысың өзің ондай ғой. Бір ауыр отырсың, ауыр. Кішкене жеңілдеу, пожалуйста. Но боулинг деп Иә, ойлаймын. кішкене. Боулинг бұл. Боулинг. Боулинг. На боулинг. Неге бармайтын бар, еще былай істей аламын. Ол істей алады ғой. Неге ол? Нұрбақаңда сіз деп сөйлейді көп адамды. Светофорда өткізіп жіберейін ба ата деп сөйлейді. Жоқ, бізде да? сіз дейміз Біз нормально. де сіз дейміз. Сіз деп сөйлейміз. Үлкен ғой өйткені ол, иә? Иә, Иә, иә. Еще Белгілі бір жағдайлар болмады әлі. Содан сақтап қойғаннан шығады әңгіме. Сақтап қою. Сақтап қою. Сақтап қою. Бізде Сақтап қою демекші ме? Бірақ нәрсе сақталады дедіңіз. жоқ, сақталған дүние, мысалы біз эко жасаймыз да, эко яғни ерлі зайыптылар балалы бола алмаса көмектеседі біздің қор. Сол кезде дәрігерлер маған Ләйлә ханым білесіз бе, қандай жағдайда уақыт тоқтайды дейді да. Мен былай қарасаң Батарейка таусылған. философиялық сұрақ қой. Өмір жалпы тоқтамайды ғой. Уақыт ешкімге тоқтамайды. Бәрінің өзінің уақыты бар. Конечно, жүріп тұрады. Сонда былай ойландым да, білмеймін дедім. Тек қана мынау айт. Батарейка бұзылып қалғанда. Экоцентр, бала жасау, экоцентр. Мен Оқымағанда батарейканың қатысы не? Егер де Смотря қай жердегі батарейка. Жүректегі батарейка. Қандай адам өзі екі туған күн тойламайды дейді ғой, қандай туған күн айтшы, ладно, логиканы қос. Так, екі туған күн. Екі туған күнде ғана 24 сағат емес туған күні. Өлген күні ма? Дұрыс, екіншісі? Туған күн өзін. Молодец. Оңай ма сондай? Обычный ма сондай? Осылай ма? Жоқ, мен айтайын, мен сақтағаннан шығады. Содан жаңағы Осы екі информацияны сақтап алғам. Иә, Сақтанғанды? сөйтім жаңа дәрігердің айтқаны мынадай ғой, енді айта берейін, ол дәрігер болмасам да білетін информациямды. Жаңағы ер азамат пен әйелдің биоматериалы бар ғой, соны сақтап қоятын жер бар ғой. Сол жерде бір флягтың ішіне мысалы 30 000 баланың эмбрионы тұрады. Бір фляг. Это называется банк. Банк, иә, банк. Кәдімгі фляг емес, басында резинкасы бар, қыстырып атқады, ондай емес. Тәшкімен тасиын ба? Тәшкімен таситын емес. Болды. Сонда соларда уақыт тұрады екен. Уақыт Мысалы, ағайынды екі жігіт болатын болса, екеуің ағайынды болатын болса, сенің разморозка жасалып, сен эко арқылы өмірге бала болып келсең, сен екеуің бір уақытта сақталдыңдар ғой. Ал сені мысалы бір 3 жылдан кейін, 5 жылдан кейін салатын болса, сендер егізсіңдер да, негізі табиғаттарыңда. Шыққан жерлерінде егіз болып шыққансыңдар. Бір мезетте сендер сақталған, бірақ сені ерте ерітті, сені кеше ерітті. Сен оның інісісің да. Сонда уақыт тек қана тоқтап тұратын сол жерде екен. Сәрәш, мен соңғы таң қалдым. Білгем екенбіз туыс Қалай екенбіз. деп, сөйтсем 200 жыл сақталады екен. 200 жыл. Биоматериал, ер азаматтың да, әйелдің де биоматериалы. 200 жыл. Яғни сен, мысалы, Құдай сақтасын да, мысалы сен өзіңнің биоматериалыңды қалдырсаң, 200 жылдан кейін сенің шөберең сені тірілте алады. Өзі емес, ұрпағы шығар, иә? Иә, сұр мамаға салатын болса, сонда ол айтады да, мен мысалы атам бұл дүниеге келіп атқан. Түсіндің ба? Қалай тұр қазір? Ладно. Жоқ, ата 2 жыл бұрын қалдырып кеткен ғой. Атаң 200 жыл бұрын апа екеуінің эмбрион, басын қосып эмбрион ретінде сақтап Лондонда кетеді. осыны оқыдым, Түсіндің ба? 200 жыл бұрын. Мен емес. 200 жылда қанша поколение? Ну, 2 поколение, 3 поколение. Смотри, 3 поколениеңден кейінгі сенің немерең болуы мүмкін, шөберең болуы мүмкін. Шөпшек. Жоқ, шөпшекке дейін бармайды. 3 поколение 70 жыл өмір сүреді деп алсаң. Бірақ сол таразға кіре алады десе. Сол эмбрионды 200 жылдан кейін разморозить етіп, сұр мамаға салса, сен сонда көз алдыңа елеседі сенің атаңның баласы өмірге келді, в общем, түсіндің ба? Короче, оны сақтаудың бірақ өзінің емесі бар шығар, иә, технологиясы. Азотта сақталған. Минус 195 градуста. Минус 195. Туылған екен қатып қалдым десе. Терминатор. Қайда болды? Жаман толып қалдым ғой мен. Андай миға не ауыр ақпараттар айтып кеттім ба? Конечно, конечно. Ауа райы қалай жалпы сізге? Әлі ойланып отыр ма? 200 жыл. Сонда қалай менің шөпшегім, менің атамның баласын Маған тірілтеді? бұндай нәрселер қызық. Мен қазір бүгін барып өтіп аламын дейді. Иә. Теңге.
мың теңге? иә жылына бір рет өткізу жоқ Осы оған ақша бере ма? ма? иә саған береді Маған теңге береді. сен донорсың ғой мысалы қан өткіземіз ғой Ертең Гала машинамен қайтып бара жатқан Алматыға. әппақ па азып кеткен. Шашап. жоқ жоқ сендер осының бәрі қараңдар Дуровта 120 гала бала өйстіп машинада бар отырасың деген. да осының бәрі балаларым арқасы жоқ сендер анау Немерелерім машина алып берді. и рилс салып қоясың жылап. Немерелерім машина алып берді. Дуровтың 120 баласы қалай деп ойлайсыңдар сонда Дуровта мысалы телеграмның басшысы Дуровтың 120 баласы бар Балық Оның сияқты шашқан қасында- шығар? енді ойлай берсейші биоматериалын алған ғой целенаправленно Жоқ ол енді некесіз ол кезде ғой жоқ. бәрі. жоқ ол жерде тарата салған. сурмама ғана салады ғой Сурмама. или өзіне мысалы әйел Бізде дәу мама жағдайда. дейтін бар еді, қазір сұр мама. сурмама деп кіргізсең үйге кірген кезде сурмама қалайсыздар амансыздар ма ай жабайық Жабайық, дәл Теман, слишком мынандай Галаға мен- 20+ оны білудің қажеті жоқ Иә, негізі иә, кешіріңдер ал Галаға сол танымдық жаңағы бағдарламамыз. Я біз. познавательный. Тақырыпқа Қазір байланысты сізде қонаққа де болады. тақырыпқа байланысты соңғы ақпарат ол кезде бар ғой бәрінен емес жаңағы ол денің полностью сау болу керек бәрі нормально болу керек сосын барып Мен алмаймын ма сонда? ол жайдан жай емес короче жаңа аталаса сен шыға алмайды Гала барғың келді ма не Білмеймін ғой да берсе не. сен бірінші үйленіп алсайшы үстіңе істеп кетіп бара жатса ертең айфон саудагер көпес ладно жоқ просто біліп жүр дегенім ғой Болды иә. Жоқ мен Иә. ішпеймін шекпеймін. иә ол жерде жазылады Спортпен мысалы осындай кісі осындай не мысалы көзі қара шашы иә, бұйра шашы химия кейде өте конфиденциальный ақпаратты Қызыл қатты сұрағысы нәсілдегі. келсе мысалы айтады Руындай осындай жазылады ғой, иә? руна дейін жазылады иә Ютубтағы жаңағы ссылкаларды қалдырып кетсем болады иә? жоқ ру демекші мысалы оңтүстік өңірде біледі ғой Нұрмахан қытысың ба дытысың ба дейді иә Иә. Қалай не ғой? деген ол қытысың ба дытысың ба дейді Иә. Мен ДП-мын. ол көрініп тұр иә Оны сұрамайды. негізі ол трайбализм ғой Шашы, оған жол беруге иә, болмайды иә болмайды. көзі қоңыр ру ай дп болды оны жаба салайық болды қой Ләйлә ханым, сұлулықтың сыры жайлы лайфхактар айтсаңыз. Иә, сізді Гала вообще не по теме Хоза. бағанан бері сондай сұрақтар Соны болып айтсайшы Жоқ, иә. ол қатты бүйтіп пропагандировать ететін мәселе емес менің ойымша айтылатын мәселе емес себебі ерлі зайыптың ортасындағы қандай да бір қиын жағдайға Иә. тап болғанда ғана ол экоға барады ғой адамдар Түйіндей жетіскеннен кетейік бармайды деген ғой, иә, ол жетіскеннен ауыр тема бармайды кіре иә алмаймыз иә иә Далада баласы қалды. барлар баласы жоқты түсінбейді былайша айтқанда баласы барлар қарны тоқтар аздары ол басқа екен ғой ол басқа Енді Галаның сұрағына келейік. Ләйлә ханым, енді қазір тиктоктан да көріп жатыр, инстаграмнан да көріп жатыр, кәдімгідей яркая барлық жерді жарып жүрсіз. Иә, сіз бұрыннан енді біртүрлі естіледі екен сенен қызыл нәске киіп отырған адам ретінде менен біртүрлі естіледі екен. иә Сіз комплимент қабылдай алмайсыз. травма Сіз ешкім мақтамаған кезінде суперстар KZ-кезден танимыз ғой сізді иә суперстар Бізде Данчо Анау суперстарға- сөйтіп жазады ғой сен суперстарға барғансың барғам ғой өкінішке орай біріншісіне ма екіншісіне ма үшіншісіне оны менің вообще қатысым жоқ оған кастингте бірақ суперстарға қатысыңыз бар ғой жоқ ол біріншісінде ғана алмас болдым ғой. кешкенбаевты продюсер Иә, еттіңіз иә, ғой иә, иә Сізді иә. көріп барған ғой, сөйтсе 3-ші сезон болып қалған. ол кезде нағима болды ма сіз қай сезонда болдыңыз мен бірінші сезонда тек бірде ма иә сіз Алмас Кешкенбаевтың Иә, продюсерісіз иә, болдыңыз ба? Ол Қазір кісі- емес. Ол кісінің жағдайы қазір қалай нормально? кейде сұрағым келеді өзім де білмеймін қандай екенін камера звук синка Мен қазір- мониторды өшіріп тастадыңыздар мониторды қоссаңыз аппаратта режиссері. аталар отқан жоқ қой бағанағы Біз бәріміз Ләйлә Сұлтан қыз болып қалдық, естімей қалдық. көріндер ма соншалықты менің міне, энергетикам қосылды. қалай всё. Аха. кайф соңғы сөз кайф деп біткен бұл дауыстарым шыққан Кайф деген сөз сізден шынайы шықты. да Ләйлә ханым, сұлулықтың сыры. Дальше өздерің білейін. Айтсаңызшы. Өзімен өзі. саған Өте Тағы нашар да журналистпін мен. Мен сыр дейтін бағдарламаны жүргіземін, тіл Қандай? байлығын. Иә, сыр. Сыр дейтін, иә. иә бәрі Сізді- мақтайды оны білесің сіз- жасайлар сізді- жүргізеді Иә, сізді күтеміз. мен сендердің қастарыңда отырған сияқты шын айтайын ба осы сұхбатқа дейін кішкене енді бұл сұхбат деп ойлайсыз иә сіз? қайтыңыздар бәріңіз достар сұхбат екен Біздің сұхбатқа неғып кіріп кеткенсіңдер. бізде аламан деген шай бар кеттік а че біреуде аламан деген не ма не Сіз танисыз ғой оны. кім осындай апай болғым келеді өскен кезде не болып жатыр білмеймін Кім? Жаңағы. Жылқышыбай. ал оны откровенно ашық айтпаймыз дедік қой Жылқышыбай қарсы болды ғой. сұлулықтың сырына келетін болсақ жалпы Немен ғана сөйлесеңізші.
менің ойымша адамның жан дүниесі сұлу болу керек. Біріншіден. Иә. Біріншіден. Содан кейін біздің қыздар, ой, не естігілерің келіп отыр, вообще түсінбеймін. жоқ қандай әдіс Цена тәсілдер вопроса. қолданып жатса иә сұлулықтың сыры дейтінге жауап бере алмайды. Не деп жауап Соны айтамын я, не деп айтамын? әдемі болған кінәлім ба деп бүйтіп қарады бізге. Иә. Құрметті құлдар. Кедейлер, онша еместер. өз жасынан үлкен көрінетіндер Иә, өз жасынан. Сөйтіп қойшы, сөйтіп қой. Жоқ, біз енді Кәрілер. жаңағыдай А сыры осындай десе істейсің ба сен? техникасын алайық та енді біз саған керек емес болса қалың көрермен отыр, YouTube көрермен отыр. Неге? Жоқ, Тамақтану менің дұрыс тамақтану шығар. менің ойымша қара енді Гала сен үйленетін кезде қыздарды да көп естимін ғой, қыздарға да жиі айтамын, ең бастысы қолынан бір іс келетін жігітке тұрмысқа шығыңдар деп да. Оны Гала Ол емес жерде бірден ойбай оның машинесі болсын, көлігі болсын деген ол түсінемін, ондай параметрлар болу керек шығар. Бірақ қолынан іс келетін жігіт, еркек ол бәрібір түбінде күшті алып шығады ол семьяны. Иә, бірлесіп. Ал енді қыздарға қатысты жігіттер қыздар таңдайтын кезде жаңағы шешесіне қарап ал, әкесіне қарап ал, олай емес. Менің ойымша екеуі бір толқында болу керек сияқты. Құндылықтары бір болу керек сияқты. Ертең ол той бір күнде бітеді. Ертеңіне таңертең ұйқыдан тұрғанда айтылатын әңгіме болу керек қой. Әңгіме болмай қалса ең жаман деп ойлаймын. Сондықтан жаңа үйленбей жүрген қыздарға, жігіттерге қараймын да, таң қалам, қандай әдемі қыздар бар. Не кімді іздейсіңдер? Не? Қазақтың қыздар бәрі әдемі ғой негізі. Бәрі әдемі. Арасында емес, бәрі әдемі ғой. Бәрі әдемі, бәрі. Барлық қызы аша білу жігіттің мен қолында. сол бәрі әдемі болғандықтан болып тұр ғой Қойшы сен Марат Достаев сияқты әңгіме. Шын ғой? Жоқ, екеуің сүрлендіңдер ғой совсем енді. жоқ мен сақтап қойдым Сақтап қойдың. өзімді өзім сақтап қойдым Кішкентай Нұрмахандар шығып жатқан ба кейін? 2 жылдан кейін Алматы GTA болып кетсе. Бәрі бір-біріне Майнкрафт. Бәрі NPC персонаж ба? Мен бір процедура жасаттым да бетіме, содан ойымда ештеңе жоқ. сұлу қыздар міне Балама видеомен звондап жатсам, мама түрің Майнкрафт болып кетті ғой дейді. Майнкрафт. Сосын біраз уақыттан кейін енді алма болып келатсыз дейді. Бір күн Томба. Сол сияқты ғой. Мен негізі екі ұлым да қатты қалжыңдасады. Қай жеріңізге жаңа қалай бетіңіздің? Гала қойшы болды. Гала, қойшы, пожалуйста. Жатшы. Қай жеріне бүйтіп арқан көрсеткен, мына жерге жинап қойған болса. Айналып па бәрін? Бәрін жинап қойған да жерге. Жібере салайын ба десе. Майнкрафт көргілерің келе ма Жіберіп баласы. О, мама! Давай, мархабат Бір сәби. жігіт, ой, аш түкірім шашырап кетті ғой. Сіздердің арасы алшақтаған ғой онда. Иә, уже ет қашып жатыр, оның парадан тозып. Сіздер бүйтіп держитесь! Шырағым көрем, соңына дейін бірге барамыз 50-ге келгенде көрем, бір күн отырма винирмен әппақ болып. Сөйтіп отырайыншы қайтып, мынау дұға ғой. Әумин деңіздерші, винир салып алсын. иә венер деген демек ақша пайда болды деген сөз ғой Иә. Тіс пайда болды деген сөз. Инвестиция бәле ғой. Сіз осы сұхбатқа келе жатқан кезде деп күшті әңгіме бастап келе жаттыңыз да. иә. Мына оңбағандар сөзіңізді бөліп жіберді. Осы сұхбатқа келе жатқан кезде Оны бар ғой, бүйтіп түртіп отырсаңдар ұмытып қаламын. Ләйла. дайындалдым дедіңіз ғой. Қалып мана сақтаған Дайындалдым деп кезде. айттыңыз ғой, сұхбатқа дайындалған кезде деп айттыңыз. Шақырды сізді. бұл сұхбат Сіз Ләйлә Сұлтан қызы. намат сити холлда Астанада отырмыз Мен дайындалдым Иә, дедіңіз. иә. Осы сұхбатқа келе Қатты жатқан Қатты кезде. дайындалған жоқпын, тек қана Еркебұланмен видеоны көрдім, Еркебұланды көрдім сендер. Күліп ұмытып кеттің ба? Дайындалғанда да бар ғой, кәдімгідей ойладым мен 20 жасарларға мен қазір приколдарым өтпей бір тәте болып ақыл айтып, мен ұнатпаймын да оны. Не істесем болады енді, таңғалдыра алмаймын сендер. Мен өмір бақи сен Менен мостик. Осы Да, не, қойшы. Не болып жатыр? Тема ғой, тема. Тема ма? Не сөйтсің? О, Жаман жұмысқа кетіп уайымдадым. баратырмын десе. Жаман уайымдадыңыз. Жаман уайымдадым. Арасында қалжың болсын деген. Иә. Ертең жүреміз өйстіп. Деп ана не бәрінің Әмин, жүрейікші хотя бы. Видеосында. Ана түсіп қалған тістеріміздің бәрі көрініп. Қорқып көрсе, оны монтажмен алып тастаймыз ғой. Майнкрафт қойып қоямыз. Қатты уайымдадым, шын айтайын. Себебі енді менің балаларыммен қатар жастар келеді. Көрермендерді. Иә, көрермендер, Біздің иә. мысымыз емес иә. Мысымыз басып тұрған Жоқ, жоқ. сендердің мыстарың ол бір бөлек әңгіме ғой. Қатты жаңағы степ ұстағанда мен ответка бере алмай қалам ба, добивкасы болмай қала ма, нені айту керек, қандай бір месседждер бар. Қазір на повестке дня, мысалы, қандай месседждер, ұлттық құндылықтар,
бар, жастар мысалы жаман әдетке жақын болмаңдар. Негізі дайындап келген біраз сондай ақылды ойларым бар тұғын. Айтпаған Негізі айтқым келіп отыр да оны. Апа болып барасыз сіз уже көрдіңіз бе? Сіз жассыз болып отырсыз. Қосылып кетті. Ауырма мед ішіп жүріңдер. Аяқтан жылы суға салып жүріңдер. Сосын кешпеңдер деген сияқты кетті да. Сондықтан сіз бағанадан бері күшті әңгіме айтып отырсыз. Жас қыздар сияқты отырсыз. Біз де жас болып отырмыз. Сіздің қасыңызда. Шық десе мейлі. Ай деп мынандай сондай болсаң да. Міне прикол өтіп отыр. Міне приколыңыз өтіп отыр. Негізгі апаларың сояды әңгіменше. Сойсаңызшы бір-екі рет. Асанка қарнымды тартып асанкамды ұстап отқан болмаса. Давай ашық әңгіме керек па? Негізі, иә. Негізі. Мынандай ол аяқ киім жоқ болса. Жібер ма былай да. Бүйтіп қой. Бүйтіп қой. Қалай Мен бағандан бері сақтап отырмын. Семішке шағып отырып. Семішке? Түкіріп қойды ғой. Дей ма? Қайдан көріп бәрін білесіз өтірік істейтін сияқты. Тістің арасы ашық болу керек ол. Да? Менің сияқты тонкий болып кетеді. Жоқ, нормально сен. Нормально ма? Сізде плотын шығатса мен алып тастасам. Көрінбейді ғой. Кән. Ана күлгін запаларский ғой. Аяз ата кіріп келе жатыр ғой, Аяз ата. Күлгеннің соңы мен гарантия беремін жөтелмен бітеді. Сонда біз іштеп болма қуып отырамыз сіздерге сол қызық ба? Мен вообще түспейсіздер. Жай келдіңіздер ма? Осыған ақша Осы үшін 12 мың берген ғой. Соны айтамын, иә? Вообще. Су ішіп алыңыз. Кәдімгідей анау шейне болып отырмын. Обезвоживание болып қалды. Кім еді? Ганвес болып отырмын. Ганвес? Шне ол. Лекасы бар ғой? Сіз әдемісіз. Сол үшін миллионы төлейді маған, а мен қой беремін дегендей. Шне коко. Андай болады ғой, түнгі сағат 3 уже қыз сәл мас болып қалады. Негізі, я... Осы әңгіме түзі майман отырмын. Қош соңғы рет ән айтайық, қош еу. Менің досым мақтауда. Ақтау. Өтте қандай еді ана, барма өлең. Все, светті өшіріңдер. Анау су емес болған. Анау біздің Айтекенің артында немене бөледі, жыбырлайды құрсын. Занавес болып келіпсіз ғой, занавес болып. Артпен қараңызшы десем ыңғайсыз болып тұр. Құрсын. Анау біздің Айтекенің машинесінде, Айтекедегі водитель бар, Шымкенттің жігіті, ана Қоңырат жігіт, неден, Жетісайдан. Не үшін керек бізге? Жасыл кроссовкі бар, сәл алды ашылған, инатсы жоқ. Сіз айналаңыздағы адамдардың бәрін информацияларын, тұрсыншы айтайын да. Сол күнде менің досым Ақтауды айтыңдаршы, қандай еді музыкасы? Менің досым. Сен басқа өлең болып барады. Сен басқа. Менің досым. Менің досым. Жоқ, бұл Ақтау дейтін бала басқа ғой, Менің досым бар Ақтаудан. Мен мағына караоке болып аттыңыз, 4 болып аттыңыз бар. Данияр екеуміз ақ қағамыз ба? Мына официант. Тісталып тістағанбыз. Су. Түс жоқ. Тұра ары деп. Сізді шешіп айтайықшы әңгіме. Арамызға тіс кедергі болмасыншы. Арамызда. Баяғыда. Жаңа Водитель ше. Баяғыда. Водитель машинаны қыздырып қойып отыр. Водитель Айтеке ожидает вас. Ләйла ханым караокеде Ақтауда. Ана күтіп отыр. Хотя вы Шымкенттен. Ана көзім астындағы әжімдерім көрініп қалып болды ғой, кішкене. Ол жаңа да көрініп тұрған. Ретуш қойып жеріңдер. Ол сіз шыққан кезде бірге шыққан. Әжімдерім ба? Қалдырсам да болмады. Болды ма? Әңгіме бітті ма? Қайтайық енді. Жоқ, водитель не болды негізі? Айттым ғой. Сен вообще тормозсың ба бір түрлісің ғой? Біз уже өтіп кеттік қой. Мен крайний болып қалған.
жоқ айзеке ақтауда деген ән тыңдайды дедім оны сен уже айтып қойдың иә сол ма информация? иә А мен оқиға күтіп отырмын да. жоқ оқиға күтпесейші оның басы ана жақта ғой караоке түнгі сағат 4 қой оке кім шығасың ба пожалуйста неден мен сізден випкам болсайшы сосын бізге бір кальян бере сал да Мен алып кетейін деп келіп тұрмын да біраз. сен водительсің ба Тек қана. иә ішім ауырып кетті құрсын уф демала беруге бола ма Іш күлгеннен ауырсын. иә дұрыс айтасың іш күлгеннен ауырсын қайтайықшы болды үйге жеткізіп бір нормальный месседждерімді айтпадым ғой давай бассаңызшы сен неменеге сен не су тыға бересің ғой тайда Ішкі салмай жатқан адам сияқты. мынаның ішінде не бар мынаның ішінде мынаны қаяқтан мен ескеріп көрейінші қуып отпайық қазір ішінде біреуге бар ау деймін өзі негізі мен ләйла деген қызбын деп отпа иә журналист жата қойшы жата жатса сен ақ үшін елдің бәрі мен неге зиданға сұрақ қойғанмын сұмырай ол менің сұрағымды тыңдамады ғой құрметті Зинедин Зидан, қазақстандық Ләйла деген ханым. қазір отмечать етіп кетсе бәрі сосын қызық болады Ол түсінеді ғой. отмечать етіп жіберемін да караокеда бір күшті жерлерін салыңдар иә андай бағанадан бері қарап отырмын күшті жері жоқ апай десе қазір бүйтіп тұрамын ғой бәріне ең жаманы сол вообще короче келісіп алайық иә медик саласыңдар ғой иә балдарды иә десе иә бір мақтап салыңдаршы а то Нұрмахан шығады да қазір трецқа жазып қояды өскемен рахмет күшті болды білмеймін басқа қала рахмет вообще айтыңдар Астана жұртты деңдер Ләйламен жоқ шынымен де Ләйла ханым Астанадағы ең кайф концерт қазір болады реально сіздің алдыңызда кеште Ганза дейтін жігіт шақырғанбыз ғой өкінішке орай Ганза деген кім Ганза блогер екен сіз танисыз оны явно Ажекенов па конечно білмей өтірік та ол жоқ Мадинаның інісі ғой мен оның әпкесін танимын болды все әпкесін танысаңыз ақтан қоңырат деп әңгіме айтып қоймасаң жетісайдан деп сол келген ғой бізге өзі ғана келді содан тілін алып шықпаған сөйлеген жоқ вообще шын ба амандасып одан ойбай ол кетті деген страшно сөйлейтін бала еді ғой екен ғой екен екен бір минуттық рилстарда жақсы сөйлейді екен. вообще ондай болады кейбір адамдарда микрофон ұстағанда кімнің қолы дірілдейді Қарт адамдардың. қойшы одан емес жоқ сондай қол дірілдейтін кезде мысалы қысылады біреулер тоса вообще кеш бойы сен маған қарап отырсың неге сөйлемейсің Қайда қараймын енді? көз өтіп кететін болды әдемі болғанға кінәлісің ба деп айтып жүрші Былай қарап отырсың бір түрлі сөйлегенде. левый мен правыйға қараған сияқты отырсың ба жоқ өзінің функциясы сондай ой функциясы функция уже айтылмай қалған ба уже әріптерің қисайып жатыр ма конечно бес соқалды таңғы десең Су. ішкізіп қайтарайық үйіне былай шыжым боласың протезім қайда все сұрақты сіз мен тағы ұмытып қалдым ғой қай жері не туралы Ажекенов туралы бастадыңыз. жоқ Ажекенов Микрофонды қол ұстағанда жоқ дірілдейді. кейбір адамдарда болады кейбір адамдарда болады мысалы Мен функциям осы ғой еске салып отыру сізге. о точно қалдакен сізге мобилограф сосын еске салатын адам алып жүру керек қасында иә мобилограф демекші менің қызым айтқан мен негізі Мен жұмысым келді. Ләйла ханым сіздің тугейсіңіз былай ғой водитель жылдам кетеді удобно Жоқ, анда бар ғой, мен бар ғой, 5 minutes later дейтін. Ол Ләйла ханымда 5 seconds later болады. Сіздікі мен миым соғылдыңдар тұра тұрыңдаршы біреуін бастадым күшті баставатырсыз. Суды құйып алайын. Микрофонды алған кезде сасқалақтайтын иә адамдар тұр. сондай кезде терең тыныс алып мысалы жаттығулар бар өзінің жасайтын терең тыныс алып баяғыда мен деп ауылдағы апалар трассадан шығып баратсыз апай өзің баяғыдағысын қосып қоятын рөлді ұстаңыз кетіп баратсыз трассада ладно әйел уақытта айта салайыншы деген өткізіп жіберейін болмай қалды тез өткізіп жібермейді сонда терең тыныс алып жаңағы миға кислород бармаған кезде қолдың дірілі басылады дейді мен соны айтқым келді болды бітті ол әңгіме келесі не айтеке ма мынау жаңағы Баяғыда деп водитель бастадыңыз бірақ айтқан жоқсыз. баяғыда ол әйел бақты кезінде бәрі сұрайды прямой эфирде ол кезде мысалы күндізгі слот дейді ғой енді экран эфирде сеткада күндізгі эфирде ондай танымал хабар болмайтын содан бәрі әйел бақтын көреді кешке түнгі студияны көреді түнгі студияны
да, студияны мен деп на тағы самом бір. деле солай данюшын ғой. Конечно. Сол кезде қалай қаншама камера тұрады, қысылмайсыз ба деген сияқты сұрақтар қойды. Мен Вообще айтамын, не қысылмаймын бәрі 8 камера тұрады, 8 камераның артында, бірақ енді дүйім жұрт қарап тұрады. Қысылмас үшін жаңағы камераның ар жағында тұрған режиссер құлағыңа бәрін айтып тұрады. Қазір 8-ші камера алады, қазір 4-ші камера алады деп. Сен шамамен сезесің, төбесіне жанып тұрған камераға қарау керек екен. Сосын сен студияда отырсың деймін. Әйла. Иә. Су ал. Ахел сөйтейікші. Болма, қайтамыз ба, болма? Жоқ. Мынау вечерде 12 деген қайтып кететін қыздар бар ғой. Қайтамыз да қайта қасында. Сағат неше болды? Қасында подружка болып кетеді. Сағат 10 неше? болды. 10-нан 5 Сіздің кетті. уақытыңыз Ол сағат менің дәрім десең. Бізде 10-нан 15 кетті. Бізге тәмамдау керек. кетейінші. Ләйлә ханым бір сұрақ соңғы. Сұлулықта қалып кеткен ба? Жоқ. Сұлулық, ладно енді операция дедіңіз ғой енді. Еще жазып жатыр екен. Комплимент айта Саған алмаймын. операция демедім. Жоқ, үй жағдайындағы бір. Біз бар ғой, уже қалай болса солай отырмыз. Жаңа осанкада қалды жайына, уже түкіріп кеттік па соңғы не болып кетті өзі. Вечердан вечердан қайтайық енді. Жоқ, ойнап жатырмын ғой. Ләйлә ханым, так, әйел бақытын жүргіздім дедіңіз ғой. Иә. Негізі ше. Кринж болады кеткендер. Қайтайық дейді. Нұреке қайтайық дейді. Біз екеуміз бір жаққа қайтамыз просто. Да? Апарып тастайын ба, Айтеке отыз бір? Айтекені күтіп отырмыз бәріміз. Айтеке тұр. Еркек бақыты неде деп ойлайсыз? Осы шоуды бітірейік, құрметті достар. Астана. Жоқ, енді қызық қой енді, үлкен кісі. Еркектің бақыты да, әйелдің бақыты. Үлкен кісі емес деп ғой, опыты көп жаңағыдай неше түрлі адамдармен. Жоқ, андай. Осын келісіп алған еді ғой, үлкен кісі деп акцент қоймайсыңдар деп. Несің сен? Мен енді қазір қараңыз. Сөйтесің да. Басқа каналға қойып жіберейінші. Обязательно. Спортқа қойып жібердім, спортқа. Жануарлар шығып келе жатқан ба? Жануарлар шығып. Иә, жануарлар әлемі. Или ладно. Негізі әйел бақыты неде бір 3 сөзбен ба, бір сипаты, қысқа да нұсқа сипаттап берсеңіз. Қыздар көп мұнда. Менің ойымша ең басты жүректері бір тыныш болса екен. Менің ойымша соның өзі үлкен бақыт. Екінші, айналасы аман болса, яғни ағайын туыс бауырлар аман болса, қыз баласы үшін ол өте маңызды, өте керек, иә, жақындарының амандығы. Үшінші, өзінің жан дүниесі, яғни өзіне өзі көңіл толғаны. Біз қанша қыздарды білем ғой, өзіне өзі көңілі толмайды, кейде бір нәрсеге мақсаттары орындалмай жатады, армандары орындалмай жатады. Сондай кезде кішкене сабыр керек, себебі тек қана ұмтыла беру керек. Түбінде бәрібір жеңеді. Мен мамам баяғыда бір рет күйеуіміз екеуміз бірдеңкеге ренжісіп қалдық. Сол кезде қоя сал дейді. Сонда мен мамам айтатын, мам, сен деп айтпа деп. Неге қоя сал деп айта бересіз? Енді мамамды сол кезде солай тәрбиелеген ғой, қоя сал, үндемей-ақ қой, жеңесің деген сияқты. Сондықтан кейде болады енді отбасылық өмірде, оны өздеріңде жақсы білетін жарсыңдар, бір-бірін тыңдай білу. Бір-бірлеріңізді тапқан болсаңыздар, тыңдай біліңіздер. Әне. Артық кеткен жерлеріміз болса кешірім сұраймыз. Қатты өрескел приколдарымыз біртүрлі болса оған да кешірім сұраймыз. Ләйлаға берем ғой енді, қыз мен алайын деп жатыр ма? Біздің де Ләйла ханымға гүл шоқтарымыз бар. Ләйлә ханым, көп рахмет. Құрметті ұлдар, қыздар, құрметті YouTube көрермендер, барлығы әзіл, әрине түсініп отырсыздар. Шақыртуымызды қабыл алғаныңыз үшін көп рахмет. Аман болыңыз, бар болыңыз, осылай жарқырап жүре беріңіз. Осындай інілеріңіздің әзілін көтергеніңіз үшін көп рахмет. Енді ақыл айтатын контент көп қой қазір, ақыл айтатын жер көп. Сол үшін де біз енді осындай развлекательный формат таңдадық. Мына гүлін ұстай тұрайын ба? Өзің берген гүлді өзің алған ыңғайсыз ба екен әлі? Не үшін? Жоқ, сіз микрофонды сөйлесеңіз деген ол. Мынау маған енді. Қандай әдемі гүл. Рахмет. Маман сен өзің егіп алып келіп отырсың. Мынандайдан әлі үшеу келеді екен дейді. Бір Айтеке би кім еді бана гүл алмай қалыпсың. Құрметті астаналықтар, келгендеріңізге көп Құрметті рахмет. астаналықтар, көп рахмет көрермендер. Өте кайф кеш болды. Алдағы уақытта кездескенше Ләйла Сұлтанқызы келгеніңізге рахмет. Келесі концерттерде кездескенше сау болыңыздар, Астана. I love you. Сұрайыншы, ұнады ма?